табысыңыз қанша? 21 миллион. Менде вообще 110 миллион қарыз болды. Вот в целом абида деген нәрсе не үшін болады адамдарда? Говно дейікші. Жоқ, нет, она с таким претензией говорит, что ее ставят. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл Жауқазын подкасты жұлдыздар туралы емес, қарапайым өмірдегі қарапайым адамдардың үлкен ішкі және сыртқы өзгерістері туралы айтатын боламыз. Сәлем. Бүгін бізде подкастта қонақта өзіміздің бауырларымыз, әпкелеріміз, қарындастарымыз, шәкірттеріміз, ең алдымен Жәнібек мырза, телесін терапевт. Сізде қазір осы саламаңыз қанша уақыт болды? Негізі кішкентай кезден бері айналысып келе жатырмын, бірақ официально осы уже 4-5 жыл ғой. 4-5 жыл болды. Қазіргі табысыңыз қанша ота? Маман ретінде? Маман ретінде қазір 800-900-ден қазір уже айына 3,5-4 миллионға шықтым. 3,5-4 миллион теңге. Осы Фоксқа келе 20 миллионға шықты ғой. 20 миллион. Вообще классно. Супер. Менің сол жағымда Қазақстанның қалай правильно будет? Самый сексуальный сексолог или самый сексуальный сексолог? Қалай айтса да болады. Екеуі де бола ма? Короче, все. Қазақстанның самый сексуальный сексологы Жанна ханым. Жанна ханым, қош келдіңіз. Бұл кісі негізі Инстаграм парақшасына кіріп қарасаңыздар, видеолары өте ерекше, маған қатты ұнайды. Особенно бүгін шыққанда рилстар прям қатты өтіп кетті. Қалайсыз? Бұл саламен айналысуыңызға қанша уақыт болды және табысыңыз қанша? Енді біз Инстаграм жалпы бастағанымызға 2017 жылдан, бірақ менің жұмыс өтілім, тәжірибем 20 жыл. Табысым қазіргі таңда 21 миллион. 21 миллион айына. Ойбо. Мощно. Жақсы, одан кейін келесі біздің қонағымыз каратэден қара белбеуі бар мінезді Асфендияровты өтірген мінезді массажистка Жайна ханым, тоже біздің шәкіртіміз. Жайна ханым, осы саламен айналысқаныңызға қанша уақыт болды және табысыңыз қанша? Барлығына сәлем. Осы саламен айналысып жатқаныма 7-8 жыл болды. Қазіргі табысым 7-8 миллион. Бұл 15 күн жұмыс істеп, 15 күн демалып жүріп тапқан табысым. Жақсы. Біз енді негізі бұл адамдардың немен айналысатындарын, қазіргі табыстарын білдік. Но бұл подкаст, бұл сіздердің қазіргі табыстарыңыз туралы емес в целом. Бұл сіздердің алғашқы қадамдарыңыз туралы. Шынайы, жайбарақат, в целом адамдарға өзгеруге не көмектеседі, немесе не кедергі болады. И в целом адамдар не үшін өзгермейді деген сұраққа бірге жауап іздейміз. Бірақ әркім өзінің бастан өткен тәжірибесіне негізделе отырып шынайы түрде айтса, кішкене бір көрерменге кішігірім бір терапия болсын. Мақсатымыз әрбір көрерменге шынайы пайдалы болып, бір жарқын болашаққа, өмірдің өзгеруіне болатынына, үлкен нәтижелерге жетуге болатынына үміт сыйлау. Сондықтан міндетті түрде каналымызға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып қойыңыздар. Ендеше бастаймыз. Сонымен қалай ойлайсыздар? Ең алдымен неге бізде адамдарға өзгеру, ең қиын адамға өзін өзгерту? Как думаете? Жана ханым, стажыңызы көп болсын. Просто адамдарда зона комфорта деген болады. Яғни даже зона комфорта дегенде біз ойлауымыз мүмкін, комфортты зонаға кіріп алу, бірақ ол комфортный емес болса да, содан адам шыққысы келмейді. Өзіне қолайлы. Мысалы мен өзім сол зона комфортадан шығуыма бір 5 жылдай уақыт кеткен шығар деп ойлаймын. Себебі кәдімгі үкіметтің больницасында күнмен түнімен дежурить етесің. Мысалы біз 36 сағат жұмыс істейтінбіз дәрігерлер. То есть күндіз сағат 8-де жұмысқа келесің, 5-ке дейін 5-те дежурствоға барасың, сағат таң 8-ге дейін 8-де қайтадан поликлиникаға келесің, ертесі күні 36 сағат жұмыс істеп үйге барасың. Былайша айтқан кезде иттің өмірі де, бірақ содан шықпайсың. Яғни содан нормальный сияқты жүре бересің. И сөйтіп жүріп, мысалы 10-15 жыл өмірім кеткенін кейін байқадым да. Бірақ комфортта жүргеніңізді өзіңіз білмейсіз. Яғни өзің ойлайсың, неге құдайға мен не жазып қойдым? Мысалы таңның дежурствода отырасың да, түнімен ұйықтамай отырасың, таң тезірек атса екен дейсің да. Сөйтіп құдайға шүкір, құдайға мен сонша не жаздым, ауыр жұмыс істейтіндей деп. Бірақ сөйтіп жүресің де, бірақ сол жұмыстан кетпейсің. Өйткені ол жұмыстан кетіп қалсаң, как будто аштан өлесің, как будто қорқыныштар пайда болады. Аспан айналып жерге түсіп кетеді. Сосын өзіңді кінәлайсың. Не үшін мен 10 жыл Асфендияровты оқыдым, 3 жыл тағы резидентураны оқыдым. Соншама и соңында айлық алған кезде
мысалы дежурстводан шығасың, өзіңді батыр сезінесің да, өйткені қаншама кейсер жасайсың, қанша адам өмірін құтқарасың, сәбилерді құтқарасың, бірақ сөйтіп дежурстводан шығып үйге бара жатқанда бір супермаркетке кіресің, и кетіп бара жатқан кезде сол жерде сенің героизм, энтузиазм деген нәрсе бітеді. Мощно. Потому что магазиннің полкаларына қарайсың, есептеп тұрасың. Кассаға барған кезде мен ақшам жетпей қалып, ана жерде позор болып қалмайын ба деген ой тұрады. Сосын айтасың, да, ну дейсің де. И ана жерде мен батырмын, қанша адам өмірін құтқардым деген ішіңдегі бір сезім бәрі бір су сепкендей басылады. Сөйтесің де үйге сүмірейіп барасың, қайтадан ұйқың қанады, қайтадан жұмысқа кіресің. И солай адам күннен күнге жұмысын өтер. Яғни ол бір қарасаң зона комфорта, яғни одан шығуға қорқасың. Маған не түрткі болды ол жерден шығуға? Маған басқа адамдардың жасағанын көру түрткі болды. Сосын тренингтерге бару, өзімді өзгерту, сол кезде бір өзгеріс деген тренинг болған. Ахметбек Нұрсұлтан бизнес бастау деген. Сол кезде барып, мен айтқанмын, вообще мен медицинаны тастаймын. Болды, ешқашан медицинамен айналыспаймын, өйткені мен мектепті алтын белгімен бітіргенім, институтта озат оқығаным, резидентура оқыған, барлығы бір тиын. Жасаған құндылығының құны аз да. Сол кезде заведующий, мен бірден заведующий болдым, өйткені бірден бағалады да, айтты, сразу заведующий болып келіңіз деп жұмыс істеп жүремін да, и кетіп қалсам қызметтен түсіп қалады сияқты. Вот осы жерде маңызды нәрсе да, вот адамдар мы работаем на должность, но не на деньги. Например, біреу болуы мүмкін, условно говоря, там жұмысын тастай алмайды, потому что должность андай күшті да. Қимайды жаңағы ше, жаңағы заведующий или директор деген сияқты. Қимайды, анау кресло прям, ыңғайлы, короче ше. Бірақ сол должностьта қалатын айлығы жетпейді да өзіне. Дәл сондай оқиға менде болған. Яғни мен институтты бітіре салып, дежурант болып жұмысқа тұрамын, резидентура оқып жүргенде. Сөйтіп резидентурада да дежурить етемін, и сол жерде резидентурадан как бы врач қылып ұсынады, бірақ та Талғар қаласы маған айтады, сіз бірден заведующий болып келіңіз. Өйткені біз дежурант кезіңізде көрдік, қолыңыздан көп нәрсе келеді. Бірден именно заведующий болған қызмет қой. Сразу барам, и қол астында, мысалы Талғар ауданында қаншама акушерка бар, қанша дәрігерлер бар. Мысалы 50-ге 60-қа келіп қалған үлкен кісілер бар да. А мен жаңадан институт бітіріп келген маман, бірақ заведующиймін да. И менде андай бір жауапкершілік деген болады, прям мен деген соған сәйкес болуым керек деген жауапкершілік тұратын. И бірдеңкені білмей қалмауым керек, то есть бәрін біліп жүру керекпін. И ана кісілердің жауапкершілігінде өзім мойныма алып аламын. Мысалы бізге комиссия келген кезде ол дәрігерден сұрамайды, акушеркадан сұрамайды, заведующиймен сөйлеседі. Сол үшін ана жер, и мен ойлаймын, мен бір күн жұмысқа шықпай қалсам, Талғар ауданының әйелдері қалқып қырылып қалатын сияқты. Сосын бір кезде мен бір жыл жұмыс істеп отпускаға шығамын ғой. Сол кезде менде уайым. 42 күн бізде дәрігерлердің отпускасы. 42 күн бойына менің әйелдерім не істейді? Менің дәрігерлерім менсіз қалай жұмыс істейді? Сосын біраз күн отпуск болса да жұмысқа келіп, отчеттарын тапсырып, мен жоқта қиналып қалмаңдар, мен жоқта бүйтіп қалмаңдар деп бәріне гиперопека танытып, сосын кетем ғой. И қарасам нормально, олар жұмыс істейді менсіз де. И кейін мен жұмыстан кеткеннен кейін де святое место пустым не бывает. Басқа адам келді. И спокойно Талғар халқы жұмыс істеп жатыр, елдер туып жатыр. Нәрсе ұқсайды, иә, как будто 30 жылдық. Мен елдің бәрін құтқарамын, бірақ өзімді құтқармаймын деген нәрсе болады. Иә. То есть байқайсыздар ма, көп адамдар сондай болады, бір должностьта, вообще даже қарапайым жұмыста болсын, мы все делаем ради других людей, но для себя ничего не можем делать. Жаңа айтып тұрсың ғой, мен қаншама адамға құтқарып, көмектесіп жүрмін, там емдеп жүрмін деген сияқты бір үлкен бір геройствомен жүремін деген. И магазинге барған кезде, соның бәрі жоқ болып қалады деп, бітіп қалады деп. Получается, сол кездегі Жанна ханым қанша адам құтқарғанмен өзін құтқара алмаған да. Сол кезде мен бірінші заведующий болып алған айлығым, ойлаймын, мен заведующиймін деп жүрмін ғой. Бәрін айырып, сосын бір кезде, айдың соңында 45 мың теңге түседі маған. Қай жылдары? Институт бітірген жылдар. Сосын кейін айтамын, мынау не деп жүгіріп барамын ғой, самға сөйтсем, ол кісі мен андай табель деген нәрсені білмеген болған, қабыл болғам. Сөйтсем маған 0,5 ставка қойып қойған ғой. А мен заведующий азаннан кешке дейін шауып жұмыс істеп жүрмін. Сосын кейін барып айтып, сосын хорошо, саған 1 ставка дейді. Сосын келесі айда 90 мың, сосын үшінші айда 1,5 ставка деп 100 мыңнан асырып береді да. Енді 100 мыңнан алған кезде, сосын мен сокурсникім бар болатын. Ол мединститут бітірді, бірақ медицинадан кетіп қалды. Фармкомпания, ол айтады, мен 250 мың теңге айлық аламын дейді. И ол саған вообще жауапкершілік жоқ, әйелдердің өміріне, бала шағаға, гинеколог емес. Просто барады да, фармкомпания дәрігерлерді дәріні представлять етеді, кетеді, 250 мың теңге айлық алады да. Мен сол кезде ойлағам, может, маған да кетіп қалу керек шығар деп, бірақ профессияға деген махаббат алып қалды. Енді айта алмаймын. Өзіңіздің бір миссияңыз сияқты, иә? Иә, мысалы айта алмаймын, что жоқ, прям сол жерде мен қанша жыл
жұмыс істесем де үкіметте сол жерден қаншама тәжірибе жинақтады. Қазір кез келген, мысалы біз ақшаға қызығып, егер мен сол жерде частныйға кетіп қалсам или бірден частный ашып кетсем, дәл сол кездегі мектепті өтпес едім. Алдынан қанша қиын жағдайлар өтті да, мысалы әйелдер о дүниеге кетіп бара жатқан жеріне бері қайтарған сәттер болды да. Прям кетіп бара жатады и реально уже құтқарасың ана жерде. И реально өзіңді батыр сезінесің, бірақ действительно дүкенге барған кезде айлығың 45 мың теңге түскен кезде сол жерде бітеді ана жерде энтузиазм. Бірақ сол бір мамандыққа деген махаббат бізді сол 45 мың теңге айлықпен жұмыс істеуге алып келді деп ойлаймын. Бірақ әрине біз 10 жыл 15 жыл жұмыс істедік. Қазір ол кездегі мамандардың барлығы частный кабинет ашып, жекеменшік ауруханаларға кетті. Табыстары бүгінде жаман емес, бірақ бір жаманы мына бізде өкіметте сол еңбекті бағаламайды да дәрігерлердің. Сол үшін мықты специалистердің барлығы жан жаққа кетеді или фармкомпанияға кетеді. Әйтеуір ақша табудың амалына кірісіп кетеді. Әсіресе егер ол ер азамат болса, отбасын асырау керек қой. Оларға вообще қиын. Ханым, айтыңызшы, вот сол кезде сіздің жауапкершілігіңіз көп болды, табысыңыз аз болды. Қазіргі істеп жатқан жұмысыңыз жауапкершілік тұрасындай көп па? Или ондай қатты көп емес па? Сол жауапкершілікті арқалай беріп шаршайсың ғой. Бір кезде уже жауапкершілік алғың келмейді. Иә. Сол кезде уже более жеңілдеу. Мысалы, неге мен гинекологиямен қоса сексологияны, фитнесті алдым, себебі ол жерде маржинальность көп. Иә. И адамдар бізде анандай дәрігерлерге ақша төлеуге дайын емес көп жағдайда. Өйткені кеңестік дәуірден бері келе жатқан адамдарда медицина тегін деген понятие мені сіңіп қалған. Иә. Сол үшін неге тегінге бармаймын деп ойлайды. Сосын дәрігерге барғаныңыз ақылы десе, мысалы бір УЗИ мысалы 5 мың теңге тұратын болса, нарықта общий да, педикюр, маникюрға 5 мың теңге қиналмай төлейді. Ал дәрігерге сол 10 жыл, қанша жыл тәжірибесі бар, 10 жыл оқыған, ол 5 мың теңге беруге қиналады. Неге тегін емес? Сонда ақшасы жоқ адамдар ол сізге сұрақ қояды. Өліп қалу керек па дейді. Сұрақ қойшы. Жаңа сіз айттыңыз ғой, 20 жылдық опытпен айына жаңағыдай дүкенге барған кезде, типа енді финанс ұрмай қалады. Бірақ қазір мынау ютубтың ар жағында көрермендер ойлайды, қазір ол қалай гинеколог болып 20 миллионға шықты. Бұл жердегі бір магия қандай? Магия гинеколог көп. Бірақ дәл мен сияқты сексолог, тренер, гинеколог. Уникальность тауып тұр ғой. Уникальность тауып тұр. Вот мен сұрағым жаңағы мен жауап алмай қалдым ше. Бұрынғы жауапкершілікке қарағанда қазіргі жауапкершілік аз ба әлде көп па? Жауапкершілік аз. Аз. Бірақ табыс әлдеқайда көп. Әрине. То есть мен мына жерден байқап тұрған нәрсе мындай да, сенің алған жауапкершілігіңе, то есть сен табатын табысың алған жауапкершілігіңе вообще дым қатысы жоқ. Дым қатысы жоқ, получается. Ол ключевой нәрсе не болды сонда сізде табыстың өсуіне? Жауапкершілік емес получается. Адамдар типа мен қазір көп табыс табу үшін көп жауапкершілік алуым керек деп ойлайды да. Жоқ, бұл жерде жауапкершілік деген кезде, мысалы сен ол жерде мысалы бесплатный пациент келген кезде, сен по-любому артында толпа врачтар тұрады. Сен можешь заведующийді шақырып алуға, обычный врач болсаң, зам директорды шақырып алуға, сен даже вообще консилиум жасауыңа болады. Ал частныйда істеген кезде сен бір өзің саған ақша төлегендіктен сен жауапкершілікті еще больше сезінесің. Бірақ сен сол жерде сезіну тұрғысынан көбірек, но бірақ объем тұрғысынан сен уже мысалы сложный ситуацияны айтасың, мен бұны алмаймын. Просто отказ беруге құқың бар. Ал сен частный государственныйда тұрсаң өйтуге құқың жоқ. Сен келді ма уже все, екі қолыңды түресің, сен ұйқың келіп тұр ма, құлайын деп тұрсың ба, өлейін деп тұрсың ба, грипповать етіп температурамен тұрсың ба, ол жерде сен ешкімнің жұмысы жоқ, сен кіру керексің операцияға, белшеңнен тұрып сол жерде операция жасап, еще егер асқыну болса, сен по-любому жерде жауап бересің еще. Қазір табыс 20 миллион деп айтып тұрсыз. 20 миллионға алып келген жаңағы жауапкершілікті дұрыс таңдай алу ма, или басқа нәрселер әсер етті ма? Может быть, не знаю, там рисковать ету, шешім қабылдау, рисковать ету и өзіңе вложение жасау, то есть өзіңді дамыту. Егер мен қарапайым Қатардағы гинеколог болып қалып қалсам, әлі күнге дейін, бәлкім қазір мен коллегалармен сөйлесем, 500 мыңның төңірегінде зарплата. Магазинге барғанда қиналып қаласыз. Иә, магазинге барғанда қиналып қалатын едім. Сол сияқты бір 500 миллионның төңірегінде әлі жүрген болатын едім да. Мысалы, кеше ғана мен сокурсницалармен кездестім, военный госпитальда істейді біреу, оперирующий гинеколог. Жаңағы біз инфитнеспен емдейтін опущениялардың барлығын олар операциямен емдейді. Және өзі айтады, 1-2 жылдан кейін бәрі қайтып келеді ол кісілер. Потому что түйіп қояды, ол жіп біраз жылдан кейін сіңіп кеткен, бәрібір түсіп кетеді. Соның үшін бірақ 500 мың теңге айлық алады. Әйтпесе военный званиесі бар да, майор деген военный госпитальда істейді. Еще дәрігер, оперирующий гинеколог да 500 мың теңге, 500 миллион. И мен Каспиімді ашамын да, пейді көрсетемін ғой. Маған сенбейді да, айтамын, вот. Короче, айтамын да, сен өзің бір опущениемен келетін адам көп па? Көп. Неге сен соларға сабақ өтпейсің? Неге операция жасай бересің?
операция порталмен тегін, потому что тегін жасатқысы келетіндер. Бүйтіп сен түсіндірсең, адам өзіне өзі жау емес қой, сен ақша табуға мүмкіндігің бар, бірақ бойында қорқыныш, то есть мен жасай алмай қалам деген. Иә. Ол Сосын кісілер- сенбейді ше, Иә. мысалы ақша табудың жаңа бір модельдерін адамдар ше көрсетсең вообще сенбейді ғой. Мысалы сіз вот мен гинекологпын, и мен қазір сексологияны қоссам, и фитнесті қоссам, ну, скорее всего, ну, буду больше зарабатывать деп. И иә. жаңағы жасына бердің немесе кірдің бұл ары қарай сен белгілі бір қойып берген бағыңды алып жүресің, бірақ сол көзқарастан былайша өзің бір кәсіп Негізі бір оқығаным, адам көп оқыған сайын қорқақ болады. Иә. қорқақ Иә. болады. Өйткені мысалы біздің Көп оқыған кезде, смотря қандай оқу. иә, Вот это ключевой момент. мысалы академический білім Академический, алу, иә. өзіңнің біліміңде. Иә, аха. көп. Өйткені мысалы Асфендияровта менің группаластарым бәрі біз кітапханадан шықпайтынбыз. Асфендияровтың 3 этаж кітапханасы бар. 3-ші этажы біздің прям кездесетін жеріміз болатын. И сол адамдарды мен айтамын да өткенде. Мен бірге айтайыншы оны. Жанна ханым кітап оқы десе мен сенбеймін ше. Бағам кезінде. Айттым ғой, мектепті алтын белгі бітірдім, институтты озат бітірдім. Енді сол жерде өткенде мысалы сокурсницаларым айтып жатырмын да, қазір Тараздан өзім сокурсницам менің менторствомды алып оқып жатыр. И ол айтады, мен қолымнан келмейтін шығар, мен сен сияқты инстаграмға шығып сөйлей алмаймын, сен бұрыннан тіл байлығың кең ғой деп айтады да, мен айтамын. Сосын өзі айтады, менде бізде бір парикмахер кісі бар еді, ол парикмахер енді 2 айлық курс қой. Сол кісі қазір тренер болып, қазір 1,5-2 миллион тауып жатыр дейді. Мен 0,5 миллионмен жүрмін дейді. Мен айтамын, кімнің білімі көп? Сенің или парикмахерскийді бітірген адамның? Кім әйелдерге больше көмек көрсетеді? Сен ба? Гинеколог маман ауруларын емдеп жатқан. Или парикмахер өмірде оның астын ашып көрмеген адам ба? Қайсысы көмек көрсетеді саған? Әйелге, вот реально кім көмек көрсетеді? Конечно, мен дейді да, онда кім көп ақша табу керек? Соответственно, да? И сол сұрақты қойдым да, содан кейін ол задумалась. И все, Жанна, мен сенің менторствоңа жазыламын. И 1 жылдың ішінде мен оны ментор қылып айттым, сен мен кейсім боласың ертең. Сіз сонда получается ақшаны курс аттап жүрсіз ғой. Курс. Менің услугам. Қайсы көп әкеледі? 20 миллионның Курс. 20 миллионның қанша пайызын жаңағыдай инфобизнес алып келеді? Инфобизнес жартысынан көбін. Жартысынан алып келеді, Жартысынан көбін. Иә. Вот. Неге мысалға көп жаңағындай Асфендияровты оқығандар, сіз де сол жақта оқығансыз, иә, Асфендияровты? Асфендияровты оқығандар или мұғалімдер инфобизнес десе бір андай алаяқтар деген сияқты болады. Алла сатады. Маған Иә, солай мен айтады. Сіз алаяқ емессіз ба деген сұрақ Вот қой. менде мынандай болған. Сол Басында сұрақты біз мен де білдіремін. инфобизнеске 2017 жылы келген кезде көп негатив болатын. Маған вообще ұятсыз деп жазатын. Мен жылайтын отырып, все, инстаграм тоқтатамын. Хейт жазады ғой. Благо сол жерде Ол қазір Жәнібектің бөлі ол. сол кезде благо менің продюсерім сол кезде жоқ, сіз мән бермеңіз оған, вообще комментарий оқымаңызшы дейді. Сонда да келіп тұрады, оқисың. И маған көмектескен менің пациенттердің отзывтары. То есть сен ісіңнің дұрыс екенін білесің да, өйткені айтады, рахмет, вот ажырасайық деп жатыр едік, осыны жасадық, и прям күшті болып қалды. Өмірі күйеуімне гүл алып көрмеп едім, күйеуім мынандай сыйлық сыйлады деген, аны оқисың да, и прям реально риза боласың. И клинический белгілер, мысалы әйелдердің өзінің жауаптары болады ғой, осындай деймін, нақтысын айтпай ақ қояйық қазір, ол жайында емес қой. Сосын сол белгілерім кетті менің деген кезде, прям реально айтасың да, мен дұрыс жолда екенмін дейсің да, и ана хейттер, олар саған бір тиын болады сол кезде. Ал басында Алғыс пен хейттің ана алғыс иә, хейт ол түсінбейтін адам и өзі дым істемейтін адам екенін түсінесің. Ал именно саған келіп алғыс айтатын адам, ол сенен өткен адам да. И реально сен оған көмектесіп жатқан кезде ойлайсың, не үшін мен алғыс алып жатқан кезде біреудің какой-то мені көрмеген өмірде адамның какой-то бір сандалып лаққан сөзіне бола мен сынып қаламын ба дейсің да. А так, конечно, маған өте қатты біреудің айтқан сөзі әсер етеді. Қандай маған адресованный сөздер маған әсер етеді. И мен басында прям сынып вообще инфобизнестен кеткім келетін. И бір байқағаным, бізде қоғамда действительно денсаулыққа адамдар вложение жасауға дайын емес. Мысалы, менде гинекологиялық курстар болды. Мысалы, әйел дені сау, бірақ сол денсаулықты сақтап қалу үшін ертең киста, миом, эндометриоз сияқты ауру болмас үшін не істеу керек деген курстар ашқанда тіркеледі, бірақ өте санаулы адам ғана тіркеледі. Ана бойын ашқысы келмейді ғой. Ал егер мен жыныстық қатынас, күйеуіңді сақтап қалу, анау мынау деген темаларды қойсам, ол жерде ол тема атады. Енді ол андай ғой, меніңше ол нормальный нәрсе, ол өйткені тісің ауырмайынша бармайсың ғой, тісін тазалауға, емдеуге деген сияқты. Көп адам сондай ғой, 90% халық чекаптың өтудің өзі қиын ше көп адамға. То есть мынандай ауырмайынша деп әрекет істемейміз біз. Ауырғаннан кейін барып емделейінші деп істейміз да.
и чем біздің жаңағы ауырып тұрған нәрсеміз неғұрлым қаттырақ ауырған сайын соғұрлым жылдамырақ барасың да. Ал жаңағы жыныстық қатынастың темасы или күйеу отношения темасы күнделікті керек тема ғой. иә, ол күнделікті боль ғой, ол кәдімгідей ше, сосын ұшады да. Но мен ойымша прям идеально тапқан иә, гинекология, сексология и Енді ол пациенттердің өзінің сұранысы болды да, өйткені маған келеді. Сол жайында бізде мысалы гинекологтарда ол жайында сұраныс бар жерде ұсыныс бар. білім жоқ ол жайында. иә, Именно сол жерде ол сол сұрақпен келеді, гинекологқа келеді. И сенің білімің шектеулі. Сол жерге келесің де тупикте тұрып қаласың. Мысалы менде бір әйел болған, 4 бала босанған, денсаулығында проблемасы бар, опущениесі. Айтады, мен күйеуім маған осындай проблема айтты, любой ақша, бірақ проблемаңды шеш, или мен тоқал аламын. Өйткені намазхан адам, мен налево направо жүре алмаймын. И ол проблема действительно қоғамда көп. Сосын әйел айтады, вот маған көмектесіңіз. Мен айтамын, 6 секунд. Мен сен қазір мен заведующиймін, порталға салып беремін, сызған больницасына, операция жасатамыз. И действительно жасатамыз, все нормально. И бір жарты жыл өткеннен кейін есімде жоқ, мен ол коридорда көремін, ойлаймын, маған рахмет айтады. Қолынан жетектеп әкеп аламын кабинетке, есік жауып қоямын, айтамын, қалай жағдай? Сөйтсем, үндемейді, ол кісі айтады, мен өзім күйеуіме тоқал таңдап алып бердім. В смысле біз онда не үшін операция істеттік? Потому что менде после операцион осындай нәрселер болды. Керісінше мен күйеуімнен қашатын болдым. Бұрын хоть қандай да арамызда жыныстық қатынас болатын, а қазір мен өзім қашам, өйткені боль у нее. И өзім таңдап күйеуіме алып бердім тоқалды. Қазір маған жоламаса болды, мен тыныш жүрсем болды. Сосын мен жаңағы шок болады да, потому что мен ол кісіге көмектескім келді ғой. И менде шок, не істерімді білмеймін да. Сосын мен ойлана бастадым, маған келген әйелдердің бәріне именно сол олар айтпаса, мен сол вопросты сұрайтын болдым. Өйткені гинекологқа барғанда бізге кистомиома демей тұрады, біздің гинекологиялық ауруларға мән береміз, а оның жыныстық өмірі, күйеуімен ара қатынасы, ешкімді қызықтырмайды ғой. Сөйтіп сұрап бастаған кезде бұл проблеманың өзекті екенін түсіндім да, іздене бастадым. Вот осы жерде бір маңызды бір не бар, инсайт дейін ба, лайфхак дейін ба. Жанна ханым не үшін өзінің уникальностін таба алды, не үшін бір сұранысқа ие тапты, потому что ең басты көп кәсіпкерлердің инфобизнестағы болсын, даже бізде оқығандардың көбісінің проблемасы андай да, клиентті ешкім тыңдамайды ше. Пациентті или клиентті ешкім тыңдамайды, түсінуге тырыспайды. Мынаған не керек өзі деп ше. То есть мен бүйтем, вот менде iPhone бар, условно говоря. Клиент келіп тұр, ол Samsung қалап тұр ма? Nokia қалап тұр ма? Мен жоқ, iPhone ал. И сосын алмайды деп жылаймын өнімдерін ше. Вот. Мне кажется, сізде вот осы нәрсе қатты әсер еткен сияқты, жаңағы басынан бастап клиентті қайта тыңдап, не керек, қандай боль бар деп түсініп, біз соған ұсыныс берген арқасында вот атып жатыр да. В целом бизнес солай ғой негізі. Белгілі бір мақсат аудиторияның қажеттілігін табасың, соны өтейсің, болды. И там деньги появляются. Вот. Но опять же, бұл андай бір нәрсе да, қазір біз айтып отырмыз андай көзқараспен ше. Біз қазір сверху вниз қарап отырдық та, типа объективно. иә, былай. Но неге басында солай ойламадыңыз? Неге, например, вот көп адамдар қазір жүр ғой, тоже гинекологтар. Неге олар олай ойлай алмайды? Неге сіз олай ойламадыңыз басында? Вот сіздің солай ойлап, зерттеп, бір өсейінші деп әрекет істеуіңізге не әсер етті? Ключевой нәрсе не әсер еткен? Ключевой нәрсе қанағаттанбау. Өміріме, вот сол жердегі өмір сүріп жатыр, потому что мен всегда ойлайтын вот адам әділетті болу керек да. Мен істеп жатқан еңбегім, ол алып жатқан табысым сәйкес емес. Сосын менде двоечник одноклассниктарым болатын, олар менен көп табады. Олар гостиницалары бар, магазиндері бар, а мен врачпын, там староста всю жизнь, там бәрін басқарып жүрген, алтын белгі алып жүрген еңбек сіңірген ощущение бар. Мен заведующиймін деп мақтанамын, бірақ қара жаяу жүремін, машинем жоқ. Әке-шешем үйінде тұрамын да, сондай үйім жоқ, сондай болды да. И сонда жыным ұстайды, почему мен не үшін онда оқыдым сонша жыл деген, сол іздене бердім да. И адамның мышлениесіне байланысты екенін түсіндім, то есть зерттей бастадым, сол кезде тренингтерге қатыстым, то есть мышлениемді өзгерттім. И маған өте жақсы көмектескен біздің жанымызда жұмыс істейтін врач болды. Сол кісі өз жеке кабинет ашып кетті. И мен сол кісіге көмектестім. Мысалы ол кісі екі жақта жұмыс істеп жүрген кезде үлгермей жатса, мен оны орын жауып жіберіп сөйтіп жүрмін де. И сол кісіге көмектесіп жүріп, ол қай жақтан аппарат алып жатыр, қай жақта не істеп жатыр. Өйткені мен ол кісіні ұстазым деп сыйлайтынмын. Мұрныңыздың ұшындағы мүмкіндікті көре алдыңыз ғой. Иә, ол кісі, мысалы, бір адам істегенін көрсең, соны істеу оңай ғой. Иә. Сол кісінің жанында жүріп, яғни ол менің ұстазым болды. Мен ол кісіні қатты сыйлаймын әлі күнге дейін. И ол кісі бәрін үйреніп, потому что кетіп бара жатқан кезде мен орныма сен тастап кетемін деді. Сөйтті да маған УЗИ, бүткіл мен білмейтін нәрселерді үйрендім.
и оны прикрывать етіп жүрдім біраз уақыт, өйткені ол кісіде де қорқыныш болды, бірден үкіметтің жұмысына кетіп қалсам аш қаламын деген. Сол үшін ол жартылай үкіметтің больницасында, жартылай өзінің кабинетінде істеп жүрді. И қарасам ол кісіде прям поток клиентов жүріп жатыр да. Прям ол кісі үлгере алмайды ана бізге келуге. Жанна, пожалуйста, прикрой меня дейді. Хорошо деймін да, прикрывать етіп отырамын. И көріп жатырмын да, потом ол кісі қызғанған жоқ та, ол кісі наоборот, ты тоже открывайся дейді. Сосын маған жолдардың бәрін көрсетті, и мен өзім көріп жүрдім. Проявляйся деп Иә, па? сосын кейін бір жылдан кейін тағы да бір түрткі болған нәрсе, бір өкпе болды больницаға. Өйткені больницада, реанимацияда папам қайтыс болды, и сол кезде анда өзім күнде бірге шай ішіп жүрген коллегаларың басқаша отношение болып кетті да, реанимацияға кіруге болмайды, шық тезірек деген сияқты да, күнде кіріп шығып жүрген жерге кіре алмай қалдым да. Енді ковид кезі сондай бір қарбалас кезеңдер болып жатты. Сосын мен айттым, мен бұларды уже бетін көргім келмейді, мен бір жерден шығамын жұмыстан дедім да. Сол моментте шешім қабылдап жұмыстан шықтым, и өзі бірақ кабинетті, УЗИ аппарат бәрін дайындап жатқам. Оларға просто өкпелеп кеттіңіз ба, или бірдеңке дәлелдегіңіз келіп кетті ма? Дәлелдегім келген жоқ, просто мен кабинет дайындап жатқам. И просто кабинеттің ашылы, мен УЗИ аппаратын жаңа біз заказ бердік. Шетелден ол кәдімгі растаможка болып өтеді екен да, машине сияқты УЗИ аппарат. 15 миллионның аппаратын мен оны лизингпен алып жаттым, өйткені бірден 15 миллион болған жоқ қалтамда. Лизингпен алдым, басында сразу 5 миллион төледім, қалған 10 миллионды ол кісілер маған 2 жылға бөліп берді, бірақ мен оны бір жарты жылда өтеп тастадым. Яғни 10 миллион жарты жылда жауып тастадым. Сөйтіп уже біз под ключ УЗИ кабинетті ашамыз, бүйтіп лента қиямыз, папа келіп құю керек болған. Бірақ мен УЗИ аппарат алған, өйткені нервничать ғой енді ол кісілер. Айтқан жоқпын, УЗИ аппарат алып жатырмын, мен кабинетті арендаға алып жатырмын деп. Мен бәрі дайын болғанда келеді, папам лентаны қияды деп. Сол кезде карантин басталып кетеді, и бірінші ковидтің бірінші қатарында папа кетеді. И менде андай болады, шок. Уже кабинет те керек жоқ, жұмыс та керек жоқ, ештеңе керек жоқ. И күнде реанимацияға барғанда, күнде шай ішіп жүрген адамдар андай предатель сияқты болып кетті да. То есть мен папам жанына барайын десем, болмайды, кіргізбейді, карантин деп жүреді. Сосын айтамын, уже аналарға өкпе. Сосын айтамын, мен уже анау папам кеткен моменттер, бәрі комада жатқан сәттер бәрі есімде ғой. Айтамын, мен бұл жерде жүргім келмейді. Мен осы моментте уже шешім қабылдаймын да, айтамын, все, мен жұмыстан шығамын. Білемін да, өйткені аштан өлмейтін ана жақта кабинетім бар. И ол кабинет ашылса да 1-2 ай жатты, тұрды. Потом уже кризистен ақырын шығу керек, жұмысқа шықтым, уже пациенттеріміз звондай бастады, сіз қаяқтасыз, сізді таба алмай жатырмыз деп. Сосын жұмысқа шықтым да, жұмыс маған бір алданыш болады ғой, бір кризистен шығу үшін сен бір енді өзім сүйіп істейтін жұмысым, жұмысыма кірдім да, полностью поглотилась дейді, полный жұмысыма берілдім. И келген клиенттер айтады, наоборот, сіз ана жаққа барған кезде біз анда очередьте, кезекпен кіретін еді, мына жақта сізге доступно кіру. И наоборот, олар да ақша төлеуге дайын болды да. Яғни ана жерде жиналған авторитет жылдар бойы кейін уже маған қызмет етті. Ана нәрсем байқадыңыздар ма, байқамадыңыздар ма білмеймін, мысалға көп жерде, көп тренингтарда, курстарда біз айтамыз ғой, егер бір белгілі бір нәтижені қаласаң, ролевой модель деген нәрсе бар ше, психологияда бар, бизнесте да бар. Сіздің случайда жаңағы сіздің қасыңыздағы врач. Когда біз андаймыз ғой адамдар, біз көрмейінше сенбейміз ше. Иә, біз нені көреміз, соған сенеміз. Басыңа тимейінше. Иә, ал неге сенеміз, соған қол жеткіземіз деп айтамын постоянно. Қарапайым мысал ретінде жаңағыда сіздің оқиғаңызда көрдіңіз, что так можно. Я так можно. Бір адам алды, ашты, істеді, блин, ну, мен сияқты адам ғой, по идее. Менде де ойландым, ол кісі бөлініп жатқан кезде не үшін кетіп жатыр. Потому что ол жерде ол ливы жасап отыратын да. Иә. И ол ливы алған сайын қорқатын да. Иә. И вот, получается, просто көрдің, сендің, и нәтиже болды. Екінші мәселе, әрекет, шешім қабылдап әрекет істеуге эмоциональное давление получается. Вот жаңағы неде жүрген кезде реанимацияға кіре алмаған кезде, қасыңыздағылар теріс қараған кезде эмоциональное давление. И осы жерде мен айтқым келетін нәрсе бар, бізде көп адам бүйтіп ойлайды. Эмоциональная покупка деп ойлайды ше. Мен эмоциональный бірдеңкені алып қойдым, эмоциямен алып қойдым дейді да. Мен айтамын, блин, эмоциямен алып қойсаң, это же нормально, потому что эмоция болмаса әрекет болмайды. Типа, көп ақпаратты естіп, бар ғой адамдар, көп оқиды, ақпарат бастарында мынандай, но вообще әрекет жоқ. И кішкене бір, если раскачаешь этих людей, давай, деп сол эмоциональный давлениемен барып істеп қояды ше. Иә, менде де болған сол. Иә. Прям есіме түсіп кетті осы. Жаңа бір тренингке қатыстым дедім ғой, 2017 жылы. Өз заведующиймін ғой. И заведующий кете алмай жүрмін да, как будто мен кетсем, мен жібермейтін сияқты. Директорды, зам директорды. Сосын барамын да, ана жерде дух алып алғасын. Сосын зам директор айғайлайды ғой. Мен де орнынан атып тұрамын да айғайлап кетемін. Өмірі мен айғайлағанымды көрмеген екен ол кісі. Қанша жыл жұмыс істедік, ол кісі шокта. Жаман болады дедім да. Ашылып қалған ғой, өйткені мен ана жақтан дух алып өмірі хорошо, ләббай деп жүретін зам директордың айтқанын істеп жүрген адам ғой. Ана жерде бір күні ашуыма тиді, орнынан атып тұрып,
жаңағы қолыма түскен затты лақтырып жіберген ғой до того ше сосын айтады да сен қаяқтан духал алдың деп ше сол айтқанда эмоциямен істеу ғой Иә. сол жерде отырамын да заявление жазамын ғой все я короче буду простым врачом заведующий болмаймын деп и мен үстінен груз кетеді ғой Да. прям жеңілдеп қаламын да 1,5 ставкаға обычный врач болып істеймін алатын зарплатам примерно бірдей зато менде нагрузка жоқ қой ана жерде мен деген бәріне жауап беремін андай түнде ұйықтап жатсам ойлап жатамын мыналар бүйтті ме екен мыналар сөйтті ме екен деп да ана жерде мен өзіме ғана жауап беремін и менде спокойствие пайда болады сонда айтамын да оказывается мен сонда бір шешімді шығарып мен просто заведующий болмай ақ қояйыншы дегенге маған дух керек болған ғой Эмоция. эмоция керек болған Мен қазір солай істеймін, егер бір андай вот бір істеуім бір әрекеттер бар. Бірақ егер ол әрекеттер маған эмоция салмаса, мен білемін оны. Мен по-любому істемеймін оны ше. Вот там, если там есть эмоции, которые я буду проживать, мен барып істеймін. Алғың келетін эмоция. Иә. Жайна ханыммен точно случай болған ғой. Біздің офлайн мастер-классқа келіп, сол жерде вот реально мен Жайна ханым, наверное, фокус группаны бүйтіп 1 на 1 паштатқанымдан бірі ғой. Фокус группада қазір мысалға 300 бірдеңе адам бар ма? Оның бір алғашқы 30-40-ын мен лично өзім жатқан бейт ше. Иә. Вот Жайна ханым сол кісілердің бірі. Тренинг отырған кезде алдыма шығып тұрғызып алып, вот так я и продавал. 1 в 1. И ол кезде де қатты эмоциональное давление жасағанмын ше. Потому что мен біліп тұрмын, бұл кісі ана бір ішінде жгучий желаниясы бар, бір бойы Потенциал бар. Иә, потенциал бар, но істей алмай қатты қиналып жатыр да. Істейін десе қорқыныш жібермейді, сәне жібермейді. И сондай кезде эмоциямен бүйтіп бас давай деген кезде вот слава богу хороший результаты. Иә, шүкір аллаға. Соны айтып өтейінші мен. Фокусқа келгеніме міне 1 жыл болыпты. Бұрынғы Жайна мен қазіргі Жайнаның арасында. Скоро пенсияға жатқансыз ғой. Қой, шықпаймын. Всегда фокус. Фокус группа 1 жыл ғой. 1 жыл, иә. Мен не болады бұл кісілер, второкурсники болады. Второкурсники. Сіздер перваштар боласыздар. Біз көз ашып көрген ең алғашқы студенттеріміз бізді сатпайды. Ауыл молдасынан не алған ба? Иә. Ең алғаш келем ғой мен. Сөйтем да. Негізі жылдың соңында өзіме қорытынды жасаймын. Не істедім мен деймін да. Сөйтем да. Ештеңе істемеймін. Бақытбай мырзаны қарап жүрем. Сөйтем да. Қараймын. Өзім істемей жүрім. Істеймін, бірақ оны жеткізе алмаймын да халыққа ше. Бізде ана боль бар ғой. Больницада бізде врачтар больдардың бәрін өтірік жауап береді, өтірік істеп береді, бәрін сөйткен УЗИді мысалы үшін УЗИ рентгендердің бәрін дұрыс істемейді да. Тазобедренный суставтың өзін дисплазиясы болып тұрса, не выявление деп жазып береді да. Соған жыным ұстайтын ғой мен. Факт тұр, бірақ факты жоққа шығарады. Иә, солай да. Мынау ортопед қойып тұр ғой, сіз неге маған оны айтып тұрсыз дейді да. Ортопедіне барып боқтаймын ғой, боқтаймын деймін да, қазір мынау не мынау деймін ғой, жынданамын ғой. Еще сөйтсем, енді менде дәлел жоқ қой, инстаграм жоқ, өзімнің кабинетім жоқ, ештеңем жоқ, істей алмағаннан ішім қанжайды. Бұл жерде түсінбей қалғандар ше, бірінші айтып жіберейік, бұл кісі Жайна ханым детский массаж маманы. Иә. И бұл кісіге Врач. қарапайым врачтардың сол жаңағы балаларға қоятын диагноздарын ұнамайды ше, өтірік қойып бере салады деп бұл кісі қатты қынжылады. А бұл кісі өзі ДЦП балалары тұрғызып жүрген кісі ғой. Вот. Сол ДЦП-лар, мысалы үшін СМА диагноздар сөйтіп келеді, сонымен Бақытбай мырзаға келем ғой. Жылаймын ғой отырып алып ше. Бақытбай мырза бүйтіп сөйлейді, жылап жүрем ғой, как будто мен Бақытбай мырза мен сол жерден алып шығатындай ше. Сөйтіп отырып айтып берем бәрін мынандай. Сол кезде карантин, как раз сол карантинде мен СМА баланы емдегем. Синдром мышечной атрофия деген диагноз қойып берген, алып келеді. Сосын көрем, үйге келеді. Короче, оны дос қыздарымыз предлагать етеді, мен Жайна осындай результатқа жеткізіп жүр, сен барып көрсеңізші дейді сестрасына. Сөйтсе, біз Қаскелеңде тұрамыз, оны Алматыға барып жүреміз, мынау дейді. Сосын сәт түспейді, келмейді. Сосын бір тексерсек деп январдың басында 3-4 келеді да. Келіп маған айтады ғой, мынаны көріп берші, просто осмотр дейді да. Сосын ладно, көріп берем. Білесің ғой, қай жер қандай тексересің? Нет, это нормальный ребенок, емделеді деймін ғой. Сөйтсем, енді сонша жерге апарып келіп жатыр ғой, Астанаға, Алматыға, сонша жерге қарап жүрген кейін ол маған сенбейді, үйде отқан біреу. Емделмейді деген келіп сіз емделеді деген кезде разочарование болды. Миы дұрыс істемейді да. Сосын мен айтамын ғой, маған 10 күн келіңізші, мен ар жақ қарап дальше өзіңіз көресіз деймін ғой. Сөйтсем да, ладно, ойланамыз, айтамыз деп кетеді.
аллахтың қалауы ғой, сол бала менің аллах мені себепкер етіп отыр да. Карантиннен ана қаскелең ұзын ағаш жауып тастайды ғой, қалада қалып қояды олар. Сөйтеді да маған келіп, амал жоқ, не істейді ол карантин кезінде, мені лечение алады. Мен әлі көз алдымда да, ол 1 жастағы бала жатады, тек даже турбочкамен тамақ береді оған. Турбочка, 1 жастағы бала деген жүгіріп тамақ ішіп жүру керек қой. Ол жатады кәдімгідей. Сөйтеді да мама уже 8-ші күні бастап жылайды, ол тамақ сұрай бастайды. Сөйтеді да аузына берсе шайнай бастайды ғой. Бұлшық ет жұмыс істейді. итог емделді ме ол бала? Иә, итог міне емделді, иә. итог емделгенде міне осы еңбектеді, 2-ші курста, 3-ші курста уже тұруға әрекет жасады. Сөйтті да оларда кішкене қаражат жағынан тоқтап қалды, 1 жыл жіберіп алды ортадан. Міне биыл бастап келді. Дәл мен берген состояниемен кеткен, дәл мен тастап кеткен состояниемен 1 жылдан кейін дәл сөйтіп келді да. 2 курс массаж жасадық, қазір жүріп жатыр. Вообще классно, өзім қатты қуанып алдында инстаграмға шығардым. Солай да адамдар просто чудаға сенбейді. Біз чудаға сенбейміз ше. Біз ойлаймыз да, алдын ала жоспар құрып қоямыз. Біздің жоспарымызда болу керек та. Мен мысалы үшін мынанша жыл стажы бар, докторантураға бітірген, мынандай профессорға бардым. Мен ертең 15 Сіз неге сол жылға дейін сіз неге чудаға сенбей жүрдіңіз? Маған қиын болды ғой. Неге қиын болды? Почему? Айтып тұрсыз ғой, адамдар чудаға сенбейді деп, бірақ белгілі бір уақытқа дейін сіз де сол адамдардың қатарында болдыңыз ғой. Неге сенбедіңіз енді? Почему? Өйткені адамдар сенбейді емес, неге сіз сенбейсіз чудаға? Өзімнің сіңілім ДЦП болды ғой, ол емделмей қайтыс болып кетті да. И поэтому мен оны ойладым, барлық ДЦП-лар солай қайтыс болып кете ма деп ше. Сонымен ойланам ғой, короче. Менде жаңа Жанна ханым айтқандай ізденем, жынданам, жылайсың, күндіз-түні оқисың. Мышление ғой бұл жерде отырғандай, мышление. Мен өзімше, мен оны істесем, көп ақша тауып қойсам, біреулер сөйлейді, и ауылдың адамдар әңгіме айтады деген сияқты қорқыныш қой мендегі. Былай айтқанда адамдар не дейді деген, иә, адамдар не дейді. Соны айтамын да, байқасаңыздар, көп жерде бір басқаша бір әрекет істеп, басқаша өмір сүріп бастайын десең, всегда басқалардың ойлары келеді көп тұрады. Иә. Просто сен басқаша өмір сүргің келеді, басқа нәрсені қалайсың, но при этом сол сен қалайтын басқа нәрселерге сенің емес, басқа адамдардың сен туралы ой келері көп тұрады. Иә. Қалай жеңдіңіз оны? Қазір реклама кетейін деп тұр ғой. Мен оған айтып отырмын ғой, оған дейін, мен Бақытбай мырзаға келерге дейін менде кәдімгідей больдар ғой. Отношения, муж, енешка, соның бәрімен. Короче, балалық кездегі травманы мен алып келем да, келесі өміріме алып барам ғой. Сөйтем да солармен күресем. Білмеймін, короче, тяжелый да, үсті басым тяжелый. Жүре алмаймын, андай, жүресің, андай өлік адам сияқтысың да, денең тірі, өзің өлі, миыңмен жүресің да, тек ойланып, мен мынаны істеймін, мынаны істеуім керек, мынандай болады деп, бірақ болмайды. Сөйтесің да, барлығын өзіміз айтқандай адамды оңай кешіре білу. Адамды, сіз айттыңыз ғой, бәрін жібер, адам қалай бар, солай қабылда дедіңіздер ғой. Сол кезде мен адамды қалай бар, солай қабылдай білдім. Маған легче болды ғой. Өте қатты легче. Адам қалай өзгереді, солай айналасы өзгереді екен. Жақсы. Қалайсыздар, адамдар не үшін, айтып тұр ғой, жаңағыдай мен конфликт с мужем болды, с Инешкой болды, потому что там не үшін конфликт болды, обида болғанда белгілі бір деңгейде күйеуіңізге, ата-енесіне деген сияқты ше. Вот в целом обида деген нәрсе не үшін болады адамдарда? Вот, например, бар адамдар, жаңағындай біз трендтарда көп көреміз ғой, әке шешесіне обидасы бар, там жақындарына обидасы бар. И когда дело касается смерти, обида вообще никчемный болып қалады да. Өлімге қимасаң, өкпелеудің не керегі бар деген сияқты ғой. Бірақ оған қарамастан адамдарда обида болады. Қайдан пайда болады ол? Сіздер де кішкене, тем более психологияны қатты білесіз, сіздер медицинамен жұмыс жасайсыз, адаммен жұмыс жасайсыздар. В целом адамдарда обида не үшін? Ожидание болған жерде андай разочарование болады да. Разочарование болғаннан кейін обида қалып келеді.
то есть адамнан бірдеңкені күтесің. А неге біз адамдардан күтеміз, Потому что шаблон алладан бар да. емес? Потому что миымызда шаблон бар, мысалы мынандай болу керек адам Мгм. деген, сол шаблонымызға сәйкес келмей қалады да. Или бірдеңкені күтеміз, мысалы даже біреуге жақсылық жасайсың и ертең ол маған қайтарады ғой, бір какой-то маған қажет болған кезде деп ойлайсың да, бірақ ол қайтпай қалады сенен. Потому что мынандай ғой, не жасасақ та негізі Аллахтың разылығы үшін жасау керекпіз ғой. Мгм. А біз біреуге ұнау үшін басқа бір мақсат қойып қалсақ, яғни ол эталонның Аллах тағала емес екендігін бізге Аллах тағала дәл соның опасыздығы арқылы көрсетеді да. Мысалы әйел адам күйеуін құдайландырып соған ұнау үшін іс әрекеттер жасайтын болса, ол ертең күйеуінің опасыздығы арқылы күйеуінің құдай емес екендігін алдын алып келеді. Иә. Ол қалай істеу керек? Яғни бірінші кезекте құдаймен байланысты, то есть Аллахтың разылығы үшін. То есть адамнан күтпейсің. Енді анау әйел мен күйеудің қарым қатынасында андай нәрсе бар ғой еще, күйеуінің разылығы құдайдың разылығы деген бар ғой. Жоқ, ол жерде Аллах менің осы іс әрекетіме күйеуіме жағу арқылы Аллах маған риза болады деп жасаса, ол басқа әңгіме. Иә. Ал ол күйеуіме ұнасам, күйеу егер сен молодец күшті екенсің десе, ол мақтанып мәз болып қалады. Егер күйеу фу сен что-то онша емессің десе, ол бітті ана жерде жер болады да. Яғни өзінің құндылығын через күйеу арқылы қабылдаған кезде, ол күйеуі оған именно сол күйеуі опасыздық жасайды. Егер баласын эталон қылып алса, вот допустим балаларым десе, ертең сол әйел болсын, еркек болсын қартайғанда балалары оған опасыздық көрсетеді, яғни қырмай кетеді. Сосын ол ренжиді. Мен балаларым үшін там ажырасқан болса күйеуге де шықпап едім, там балаларым үшін мындай пидақор болып едім, бірақ олар деген маған оны қайтармады деп ренжіп жүреді. Ана бір әпке деген шығарма бар ғой, әпкесі болады, әке шешесі қайтыс болып кетеді, барлығын інісімен сестренкалар үшін жасайды, кейін олар әрқайсысы үйленіп отбасылы болып кетеді да. Ол даже күйеуге шықпайды, өйткені інілеріме кім қарайды деп ойлайды да. Кейін інілері жеке-жеке үй болып кеткенде бір өзі қалып қалады да, и ода өкініш болады. Неге мен өзімнің өмірімді сүрген жоқпын? Яғни олар оны попросить еткен жоқ, сен күйеуге шықпа, бәрін істе деп, бірақ өзі жасады, и ол ожидать етті да, маған ертең олар прям менімен бірге тұрады, өмір бақи маған қарайды деп. Бірақ олар әрқайсысы өмірдің заңдылығы отбасын құрып кеткен кезде, ода өкініш болды да іштей. Яғни ол істеген кезде Аллахтың разылығы үшін бұл адам қайтпай ма деп істеген жоқ та, ода бір ішінде бәрібір де ожидание болды да, маған блин осы кейін қайтарады ғой інілерім деген сияқты ой болды. А кейін інілері үйленіп әйелдерін тыңдап кетіп қалған кезде ода өкініш болды да. Бірақ ол Алла деген андай философический әңгіме ғой, ол біздің жүрегіміз, тәніміз дегендей. Бірақ оның алдында адам өзгермейінше Алла тағала оны қай жағдан өзгертпейді да. Бірақ бала кезде бізге үйретілмеген 5 нәрсе бар да. Бірақ оған да ата-анамыз кінәлі емес. Оған біз де кінәлі емеспіз. Біз де кінәлі емеспіз. Бірақ енді ортасында сол болды. Сол болды. Ол бізге ең бірінші үйретілмеген нәрсе біздің тәніміз да. Біздің жынысымыз. Әркім өз жағынан сөйлейді. Біздің жынысымыз, біздің тәніміз, мысалы қазір етекір деген дүниені қыздарға үйретілмейді. Мысалы бала 13 жасқа толған кезде жаңағыдай выделениелер бөлінеді ер адамдарға, 13 жаста отау естиді ғой. Жалпы адамның денесіне туралы ақпарат бермейді да. Бірақ оны опять же ол ата-ана кінәлі емес оған. Ол кезде андай ғой, мен өзіме кішкентай кезімде ше бір дене туралы әңгімелесу деген нәрсе ұят ше. Телевизорда ата-анамен ол не то что бала кезде меніңше қазірде мысалға сексуальный сексолог деп айту ұят көп адамға ше. Реально мен кейде анау даже недавно бір рилс салғым, короче, маған жер жатыр да жақында, типа мына сөз нешінші жас қоясың ұят қой деп ше. Жазылып тұр обложкасында оргазм в жизни жазылып тұр. Мен сол айтқанда, короче, типа екеуміздің темамыз деп. Первый заработок в жизни, это, наверное, самый первый оргазм в жизни деп ше. Сөйтіп айтқан ғой. И мен үшін как бы ол андай бір ұялатын сөз емес қой негізі. Ол кәдімгі кружка деген сияқты сөз ғой. Бірақ дәл осы айтқан сөзіңіздің екінші жаңағы несі бар? Эмоция. Тәннен кейін эмоция үйретілмеген да. Кішкентай кезде сен бір қателік емес оған, ол үшінші, ең бірінші сен бір істі жасадың, сен құлап қалдың да. Ағаң, мамаң, папаң, бір обстоятельство болып қалады, жылап тұрған балаға жылама дейді да. Ұялма деген, ұялып тұр да бала, жоқ ұялма. Яғни эмоцияны біз поддавливать ете береміз да. Не проживай эмоции. Проживать етпейміз сол моментте. Жыласаң ғой, жылап ал балам дегендей. Опять оған ата-анамыз кінәлі емес, өмір солай болды. Үшіншісі бізде мақсат қоюды үйреткен жоқ та. Мақсат қоюды, яғни біз андай ғой,
100 миллион теңге, мысалы мен осы фокусқа келместен бұрын мен 100 миллион тапқым келеді, барлық нәрсені бірден жасағым келеді. буткемпте дейсің сен заработчыларың. Иә, 200 миллион тапқым келеді, 300 миллион тапқым келеді, бірақ менде приоритет жоқ та. Давай бірінші бір мен осыны жаса. Қазір менде, например, қазір ақырындап 20 миллион оборотқа шықтым ба, айына 4 миллионнан 5 миллион тауып, қазір енді мен оны ақырындап 7-8-ге көтеремін, 13-ке көтеремін, 20-ға көтеремін, аз-аздан бір мен, екі мен жолдың шетімен ше. И сол мақсат қойды үйретпегеннен кейін біз постоянно в ожиданиях и постоянно біз адамдардың эмоциясымен жүреміз да. Адамдардың мақсатымен. Өйткені үшін сен мақсат қойды үйретпегеннен кейін. У тебя в душе пустой. Төртінші нәрсе, біз қателік жасаған кезде, и қателікті біз андай, енді қателік жасағаннан кейін болды, қабылда, өткен өтті. Осы жерден сен сабақ алды бізге үйреткен жоқ та. Қателік алса бірден ұрады, немесе бірден наказывать етеді. Қателесуге болмайды. Қателесуге болмайды. Қателессең, сен мысалы андай ғой, қазір сен сабақты дұрыс оқымасаң, сен ертең Алтын Ордада ташкентке сүйреп кетесің. Сен, например, осы жерден сен қателік жасасаң, сен алаяқ болып кетесің, үйтесің, бүйтесің дегендей. Қателік, просто қателік бар. Сен сол сәтте шындық келсе де өтірік айтпай сөйле деген дүниені бізге үйреткен жоқ та. Просто қателік болды, я проблема жоқ дегендей. Бесінші нәрсе, бізге ақша табуды үйреткен жоқ та. Ақшаны қалай жинау керек, ақшаны қалай жаңағындай дұрыс енді распределениеге салу керек. Мысалы сен 10 теңге таптың ба, немесе 10 теңге бердің ба, 10 теңгенің 3 теңгесін өзіңе сал, 5 теңгесін там өзіңе жұмса дегендей. Опять бұған ата-анамыз кінәлі емес та. И осы өзіміздің бізде андай да, тән мен эмоцияны жанымызды түсінбеген кезде біз өзіміздің қалауымызды білмейміз да. Ал өзіміздің қалауымызды білмеген кезде біз басқа сырттың қалауымен жүріп, и постоянно бізде разочарование болады, ожиданияда жүресің. Конфликт болады. Ал сосын көп қазір қазақ қоғамында ең біріншісі агрессия, екіншісі обида. Осы агрессия деген не? Ол агрессия деген бір іске келіспеген кезде. Көп адамның жаңа енді психосоматика жағын айтатын болсақ, агрессия ол біздің бауырымыз өтім соғып қала береді, немесе диафрагмамыз соғып қала береді. А бірақ сол өзіміздің тәнімізбен жанымызды түсінбеген кезде сезімдерді подавливать етеміз, сосын біздің психологтан өтпегеннен кейін сіздерге барады. Мысалы эндометриоз, ол жаңағындай миома, киста, циклдың келмеуі, жаңағындай даже оның өзі эмоция. Мысалы эндометриоз неден пайда болады? Бала кезде там келе жатты, біреу зорлап кетті. Немесе ата-анасы қосылады, соны көріп қояды дегендей. Сондай бір обстоятельстволардың салдарынан болады көп жағдайда. Айта кетейік ше, жаңағы Жанбек айтып қалды ғой, бала кезде зорлап кетті деген ше. Бұл негізі тоже бір жасырып ұялатын нәрсе емес ше, өйткені уже қанша 30-31 буткемп болды ма? В целом, вообще по статистике почти 60%. Біздің 80% возможно даже. Біздің қатарлас адамдардың ол да қызда бар, сол насилияға ұрынған да. И мне кажется, ол андай бір ұялып қысылатын нәрсе емес, наоборот, ол это то, над чем нужно работать сейчас. Барлығымызға ше. Өйткені эмоцияны бізге үйреткен жоқ қой. Иә. Эмоцияны подавлять ет. Сен, например, қазір көп развод осы кішкентай кезінде насилие болады, әйел адам өзін айтпағаннан кейін кінәлі сезінеді. Мен өзім жезөкшемін деп ойлайды. Иә, дефект сезінеді өзіне. Дефект сезінеді өзінше. Сосын развод көп жағдайда осыдан бола береді. И разводтың ол күйеуіне айтпағаннан кейін бір, екіншісі, мен қазір қызым бар, балам бар, лучше қазір мен өз-өзіме типа андай қалып ауру создавать етіп алады да, ішке сезімдерін подавить етіп. Мысалы бала дедіңіз жаңа, иә? Бала. ДЦП, аутизм, ЗПР, ЗРР, оның бәрі неден пайда болады? 7 жасқа дейін ананың аурасында болады да. Бала ананың аурасында болады. Егер енді күйеу мен әйел арасында конфликт болған кезде, мысалы ол отражается на балаға отражаться етеді. Мысалы аутизм неден пайда болады? Екі әке мен ана екеуі ұрыса береді, и ең соңында баласы, то есть анасы күйеуіне айтпайды, күйеуі әйеліне айтпайды, екінің арасында дискуссия жоқ та, постоянно конфликт. И конфликт ол балаға атырады. Сіз айтып өттіңіз ғой жаңа, ата-ананың бойдары балаға влиять етеді деп ше. Бір мамаша бар, қызы аутизмпен келеді, күйеу екеуі үйленбей тұрып бір кішкене конфликтке келіп қалады да, сосын үйленгеннен кейін всегда ұрысып жүреді. Короче, енесі айтады бар, баламның аяғына жығылып кешірім сұра, сонда ол сені кешіреді дейді да. Сөйтеді да, ол барып жығылып кешірім сұрады, ал күйеуі аяғына отырып кешірім сұрайды, ал күйеуі машинамен кетіп қалады. Енді үйленіп жатқан жас семья. Сол күйеу ол да тырысып қалады да,
и бірінші баласы аутизм, екінші баласы тоже. Оны емдей алмайды. Мен саған байланысты деп әлі күнге дейін айтамын ғой. Сөйтсем мен оны жібермеймін деп уже қатып қалған ғой, анау внутренний жүрегі қатып қалған да, айтпайды. Короче, бірінші келген кезде нормально, екінші келген кезде уже жылауды үйренші, жылай алады. Вот айтып тұр ғой жаңа біздің детский травмалар әсер етеді ересек өмірге деп. 10 жасқа дейін, 14 жасқа дейін, 12 жасқа дейін алған травмалар ересек өмірге әсер етеді. А давайте обсудим то, что такие вещи как повлияли на вашу жизнь. Сіздерге қалай әсер етті? Сіздерде қандай травма болды? И олар қалай кедергі жасады? Может быть, отбасылық қарым-қатынаста, может быть, ақша табуда, может быть, қарызға кіргізуде деген сияқты ше. Вот сіздер, потому что мен, сіздер үшеуіңіз де буткемпке қатыстыңыздар ғой? Yeah. Вы же знаете, какие у вас травмы были, какие траблы были, что было. Вот. А енді айта алатын нәрселер болса, конечно. Давайте. Жаңа бәлең бәрі айбида қайдан шықты дегеннен шықты ғой. Басында андайда қабілеттен проблема жоқ. Профессионализм, өзіңді оқытасың, дамытасың. Бірақ менде бір нәрсе болатын да, ол қарыз мәселесі. Прям енді бармаған жер, баспаған тау, қарыз не үшін құтыла алмаймын, не үшін плюске шыға алмаймын деген дүние ше. Қанша қарыз болды? Менде вообще 110 миллион қарыз болды. 110 миллион қарыз. Иә, қазір енді құдайдың сәттілігімен азайып жатыр. Сол қарыз болған кезде қарызсыз қалай өмір сүруге болады деген менде видение жоқ да. Постоянно жаңағындай адамдар жазады, постоянно жаңағындай депрессияда жүресің, стрессте жүресің, қашасың. Бірақ сол маған выгодно болды ғой, өйткені я не хочу проявляться. Мен шыға алмаймын. Бірақ осы пик мені до конца напряжение көтерген соншалықты, ол елден кетуге тура келді да, немесе өлу короче. Екі вариант болды. Енді жантатты ғой, сосын шетелге барып бір жылдай болып, өзімен келіп, обратно келгеннен кейін өзіңіздің жаңағында фокусқа келдім. Иә. Фокусқа келдік, буткемп алдық, жаңа мастер группада болдық. Сол кезде мен бір нәрсе түсінгенім, бағана айттыңыз ғой, эмоциональный покупка деп ше. Мені андайда бір ишек болады ғой, жүрмейтін ше. Артқа да жүрмейді, алдыға да жүрмейді. Мен сондай едім да. Жоқ, мен бәрін білем. Одан ішіңе шықпайды. Керек емес. Таргет жүйет атпайды. Вебинар керек емес деп ше. Бағы сайын обесценивать ете берем. Сосын фокус группаға келген кезде спринт басталды. Я помню, ең сол спринтқа келген кезде бірінші 200 мың теңгедей таптым да. И сол спринт 2-3 рет жасағаннан кейін уже менде андай уже ашылды да. Так можно проявляться дегендей. И сол осы буткемпқа келген кезде осы проявление темасы, фокусқа келгенде проявление темасы болды да. И өзімнің қабілетім бар, сатудан проблема жоқ. И сол сатуды ары қарай алып кетуге маған орта керек болды да. И мендегі қазіргі түсінгенім осы қарыздан құтылмауымның себебі я не хочу проявляться. Потому что это мне выгодно дегендей ше. Қарызыңыз болса көпшілікке шыға алмай. Менде ассоциация сондай болатын да. И осында келгеннен кейін сонда қарыз болудағы мақсат көпшіліктің алдына шықпау болған ғой. Көпшіліктің алдына шықпау, иә. Өйткені мені бір рет шмарт етті да, көпшіліктің алдында ше. Например, өзім гитара тамада болғам, не болғам, бір кезде жаңағында гитараны ойнай алмай қаласың, бет аша алмай қаласың. Сол кезде бір рет күлген дегендей ғой. Сондай ситуация көп болатын да. Алдымен қарызға кірместен бұрын сіз нормально жүрдіңіз, өмір сүріп жүрдіңіз, бәрі жақсы. Супер. Бұл кісі ешқандай ғой, термелер оқиды, короче, гитарада ойнайды, ән айтады, тамада болады. Сөйтіп жүрген кезде сырттан күлді көпшілікке алдына шыққан. Сондай көп болатын да, өйткені мектепте де сондай случайлар көп болатын ше. И соның бәрі жиналып, ең соңында қарыз болғанда сол бүткіл жиналған енді говно дейікші. Говноның бәрі шыққан кезде я не хочу проявляться болды. Бірақ мен сол не проявляться етпеуімнің ішінде де үйтіп ақша тауып жүрмін да. Бірақ қазіргі состояние мен өзіме ұнайды да. Өйткені бірақ әлі не до конца состояние, но қазір бірмен, екімен осы сіздермен бірге өсіп өніп жатырмын да. И ең соңында менде қазір қарыздың комфортынан көрі, маған уже андай шетелге шықсам шыға салам дегенде ғой, уже андай өмірдің краскалары келіп басады да. Не постоянно типа андай постоянно звондап тревогада емес. Қайдан келген проявляться етпеу үшін қарыз болу керек деген картинка қайдан келген ол? Менің әкем, шешем нормально ақша тапқан да кезінде. Нормально. И сол кезде әкем де, шешем де қарыздар болатын да. Өткен 2007-те не болады, кризис болады. Доллар түсіп кетті ма, көтерілді ма, сонда бірдеңе болады.
И сол кезде мамам бір қатты жылады да, бір қатты қарыз қысты. И өзінің андай қызымен жасысы қыз келіп мамама типа сондай сен андайсың деген сол картинаны әлі есімде да. И сол кезде мама жылайды, не алады, жаңағыдай типа зачем мен не үшін істедім, бұның артында не бар дегенде мен андай ойлана алмаймын. Кішкентай бала болған кезде қарыз это жаман, ақша табу это жаман деген көзқарас қалыптасқан. Жоқ, қарыз емес, ақша табу ол типа равно жылау. Типа говно деген дейші. И содан қалыптасқан да. И сол жиналып қазір менің қарызға кіруімнің белгілі бір себептерінің бірі болды. 110 миллион қарыздың қаншаға жабылды? Қазір 11 миллион қалды. Қанша уақыт тұрдыңыз? Общий 3,5-4 жылға жуық жаптым. Ақырындап. Карантиннің алдында да болды, карантинде де болды. Вообще негізі нәрсе бар да. Бұл кісі қазір телесін терапевт қой. Оған дейін бұл кісі визамен алысқан, там тіл курстары бірдеңе болған. Мен айтамын да, мен айтамын, бұрын білмейтінмін, қазір ойлаймын. Егер сен өзіңнің ісіңмен айналыспасаң, барып қуып басқа канал түсетін болсаң, и как бы басқа іспен айналысқаның, то есть өзіңнің Құдайдың саған жазып қойған ісмен емес, басқа іспен айналысқанның салдары сол қарызға апаратын сияқты ше. Содан менде мысалға 21-ші жылы, мен 21-ші жылдың августында кірдім. Бірінші 57 миллион, потом 100 миллион, 180 миллионға дейін кірдім ба. Сол кезде мен өзімнің сүйіктісімді емес, ақша келсе болды деп істегенмін, короче. Ради денег, да? Ради денег істегенмін да. Сүйіктісім емес, именно ақша келсін болды деп істеген. И соның как бы побочный эффект ретінде қарыз пайда болды да. Вот, мне кажется, всегда сондай болатын сияқты, бір өзің қалайтын сүйіктісімен емес, басқа бір нәрсемен өзіңді сатып істеп бастаған кезде бір либо денсаулықтан проблема, либо отбасыдан проблема, либо қарыз деген сияқты ше. Ең бірінші мен бір знак сияқты болып ше. Штабта оқыған кезде де мен осы салада едім ғой негізі ше. Бұл кісінің вообще историясы бар. Ең алғаш бізде фокус группа деген нәрсе 2021 жыл болған. 10 адам болған, біз 2021 жыл адамбыз ғой. Сол кезде кейін фокус группаға келіп, ол кезде 2 айлық еді ғой. 2 айлық еді. Келіп, соны бір айын аяқтамай даже. Айқай шу шығарып ана жерде кипіш болып, бұл кісі короче вообще сендер маған ұнамадыңдар деп айқай шу мен кәдімгідей соттасам деп жүріп ше. Офисқа келіп айқай шу шығарып ақшасын алып кетіп қалған қайтады ше. Сондай жағдайлар болды. Ол кезде енді ол кезде түсінуге болады, бұл кісі как бы ол кезде мен де өзім немен айналысып не істеп жүргенін білмеймін ше. Бұл кісі де білмейді өзі немен айналысып не істеп жүргенін. Бұл кісінің өзінің давлениесі бар, қарыздары басында қиналып напряжение. И обычно ондай адамдар менен де өзінен де ойламайды ешкім ше. Мен бәрін білемін, но мне не дает возможности правильно это все сделать деген нәрсені қойды, сырттан іздейді да постоянно. И сол осы жерде енді отсылка андай ғой, отсылка өз ісімді тапқаннан кейін қазір бұл жерде ешқандай магия жоқ да. То есть мен өзімді түсіндім, өзімді оқыдым, зерттеп жатырмын. И ең соңында менің уникальностьым осы екен ғой деген кезде уже өз жолым өзімен ашылып басады да. Бірақ енді бұл жерде тертеу керек, жаңағыда оқу керек, білім алу керек. И соныңда бір 50% себеп болды да. Постоянно оқудың өзіне. Вот, сізде де қалай болды? Детский травмалар вообще болды ма? И болса әсер етті ма негізі өмірге, жұмысқа, не знаю, бір қарым-қатынасқа? Детский травмасы жоқ адам жоқ сияқты. По идее, мысалы мен ойлаймын, менің әке-шешем андай маған көп ожидание қойып тастаған да. То есть менің қызым алтын белгі бітіру керек. 5-4 ақ бізде менде кәдімгі травма, как андай бар, трагедия. 4 алу. Вообще ол 4 алу қалай мен 4 аламын? Сосын институтта оқыған кезде мен бірінші 3 алған кезде кәдімгі маған трагедия болды. Қазір күлкім келеді. Сол кезде мен үшін ол трагедия болған. Қалай мен биология деген сабақта еще 3 аламын. Сосын ой кітапқа ашып қойсам, короче, добивать етесің и 5 алсам үйге звондаймын ғой. И анашты папа қуанады, деп айғайлайды. И сонда 5 деген баған не потому что мен оқығым келіп жатыр там, вау. А потому что әке-шешем мақтану керек, особенно папам мәз болу керек. Вот менің қызым деген андай не болу керек та, гордость болу керек. Өйткені мен ойлаймын, қазір мен бала күнімді еске алсам, менде бір выборда болмаған сияқты особо. Маған уже сенің атыңды Қазақстандағы ең тұңғыш денсаулық сақтау министрі Қазақстанның Ишанбай Қарақұлов деген кісі қойған, дәрігер, эпидемиолог, все, сен дәрігер болу керексің деп туғаннан құйған. Сенің атың Жанна Дарк деп Қазақстан, ол кезде Советский Союз ба, революционер қыздар шықсын деп
француздың революционер қызының атына құрметіне қойған, сен жаннасың деп сөйтіп өсірген. И мен де бір андай басқа бір профессия дегенді ойлап та көрмегенмін. Кейде бір ойлаймын да, егер мен дәрігер болмағанда кім болатын едім деп. Жалпы менің арманым ба осы дәрігер болу деген кейде сұрақты өзіме қоямын. И есіме алсам, мысалы мен өзім бір ақ халат киіп алып, адамдарды емдеп жүргенді елестетпейді екен. Мен әйтеуір білемін, что мен дәрігер болу керек, и боламын, все. Басқа ожидание жоқ. Да, даже кейін біз практикада жүрген кезде особо бір махаббатпен істедім мен. Вау деп айта алмаймын. Вау деп істеймін деп. Бірақ мен сол істі вот кәсібім деп қарадым, нәтижеге жеттім. Мен сосын көп ойландым, маған жалпы не ұнайды осы өмірде. И мен оны таба алмадым, себебі менде выбор болмаған ғой бала кезімде. И сол нәрсені іздеп тапқан кезде маған адамдардың алдына шығу, сахнада тұрып бірдеңке айту, даже кішкентай кезімде огородтың басына барып алады екенмін да, 30 соток жердің ортасына шығып, гүлдердің ортасында тұрып алып өлең айтады екен. Сөйтіп өзімді бір сахнада жүрген адам сияқты, актриса ма сондай бір елестетеді екен. Сосын ойландым, видимо, мен қазір Инстаграм жүргізген кезде екеуін ұштастырамын ғой, халыққа пайдалы дүниені әдемі, көркем түрде жеткізе білемін. Менің оқырмандарым, мысалы, дәрігерлер көп қой. Не үшін именно мен таңдаймын, өйткені сіз дұрыстап күшті түсіндіріп бере аласыз. Мен не ауру, не диагноз, қалай емделу керек, даже емі жоқ болса да, көркем түрде оны жеткізу. Бұл аурудың емі жоқ, бірақ өмір сүресің, өмірмен өле қалмайсың деген сияқты. Сол үшін бір өзімнің ішімдегі сүйіспеншілігіммен ана әке шешем берген мамандықты алтын белгі аласың, все, мединститутқа түсесің деген болған. Егер мен алтын белгі алмасам, вдруг мен мединститутқа түспей қалам, вдруг мен дәрігер болмай қалам деген қорқыныш болған. Есімде ол кезде алтын белгі алу үшін, сен прям республикада прям алтын белгі алу үшін ана бір олимпиададан орын алу керек, сондай ғой. Сол үшін барамын ана жерден орын ал, анау олимпиаданың результаты шыққанша республикалық олимпиада прям қорқасың. Сосын аласың ғой, медаль, мына жеріне медаль, тұрсың, и андай болады, шок, ступор. А дальше что деген сияқты ше, қуаныш жоқ. То есть мен де қуанбаймын, папам тұр, мамам тұр жанында да, қуанбаймыз да. Бәріміз де шок состояние, потому что андай напряжение тұрған ғой денемізде. Ана результаты шықты, мойныма медальді былай тақты. И мен тұрып қуанғым келеді, бірақ қуана алмаймын. Түсінбеймін неге. Әке шешем де тоже самое. Даже суреттерді қарасақ, мынандай болып тұрмыз ғой, грустный ше. Сосын жаназа келгендей ма? Иә, хотя сондай күшті бір сәт. И сондандай ғой, как будто бір өзіңнің целің емес та ол. Просто істеу керексің, істеп жатсың тупо. Бірақ уже бақыт жоқ сияқты да. Иә. И өмірде де. Осы боль, иә, неге ше? И ойлаймын, көп адамдардың синдромы отличницы деген бар ғой. Иә. Действительно, олар андай бір оқығанды жақсы көргеннен ойбай деп оқымайды. Кеше ғана сондай пациент болды, менде ше қызын ертіп келіп, ана қызы вообще замкнутая. Потому что мамасы ол хирург болу керексің, сен бүйту керексің. И ана қызға айтамын, сен хирург болу міндетті емессің. Қойсашы деймін ғой. Сен айтады, нет, это же уже это мое будущее. Кәдімгідей ана қыз 14 жаста, но выглядит как будто ей 20 лет. Өйткені загруженная ше. Мен айтамын да, мама қызды шығарып жібермей. Я в ней себя вижу деймін да. 14 жаста қыз. Загруженная. Загружен. 20-дағы бір болады, үлкен адам сияқты. И қызын шығарып жүріп, мамасы айтады, мен сіздің қызыңызды өзімді көріп жатырмын. Жоқ, ол айтады, наоборот, мен оған айтамын, бар қыдыр деймін, бұл қыдыр. Өйткені осы жасқа дейін ол компрессовать етіп келді ғой. Енді 14 жастағы қыздар, олар адамдармен араласады, сөйлеседі. Ана замкнута, үйден шықпайды. Үйден қуып шығара алмайсың оны дейді да мамасы. А чего вы хотели? Өзің қалауы жоқ уже. Уже өзінің қалауы жоқ. И мамасы бірдеңке деді, мама, хорошо. Уже бірдеңке айтып бастайды ғой. Мамасы, олай емес қой, мен сендер үшін жұмыс істеймін ғой дейді. И сразу да сонда әке шешеміз бізге сондай беріп тастаған ғой. Иә. То есть менде сол травма болған. То есть я кому-то что-то должна деген сияқты. И сейчас понимаю, что я никому ничего не должна. Менің өмірім, мен ғана жауаптымын ол өмірге, өзім өміріме өзім ғана жауапкершілік аламын. И ешкімге ожидание қоймаймын. Сол кезде разочарование болмайды да. То есть біреуге егер көмектессем, ол адамнан қайтарымын күтпейсің. Мен былай ойлаймын, жалпы бізде көп адамдар айтады ғой, типа немен айналысатынын білмей жүрмін, ешкім таппай жүрмін дегендердің көбісі бала кезден бастап вообще өздерінің бір мен не қалаймын деген сұрақ қойып көрмеген адамдар сияқты өздеріне ше. Потому что всю жизнь, өмір бойы өздеріне емес әке шешелерінің мақсаттарымен өмір сүрген да. Мен андай болуым керек. Мен бүйтуім керек деп ше. Қайдан алдым десең, папа айт, мама айт дейді. А сен не қалайсың десең, уже андай ондай вообще жоқ, ондай әлем жоқ, мен не қалаймын деген ше. А ересек өмірге келген кезде бітті, сонымен жүреді. Анау не шығарады, Вайлдберрисқа бір барады, продюсированияға бір барады, психолог бір барады, бәрін айналысып көреді да, бірақ ешқай жерден таппайды ше. Махаббат табылмайды. Иә, түсінбейді не жетпейтін ше, но все равно чего-то не хватает. И мен ойлаймын, бұндай адамдар көбінесе, но скорее всего
балалық қалауларын еске түсіру керек сияқты. Мен де сондай болған ғой, өйткені мен қашан қай кезде мен балалық қалауларымды еске түсірдім. Менде мысалы бала кезімде менде үйде андай болатын, магнитофон болатын. Ауылда магнитофон болу это же не ғой, звездасың ғой уже. Иә, магнитофон бар, екі жағы полный кассеталар. Ручка салындыратын ше ондай. Салып қойып, музыкатында билеп өлең айтатын да. То есть я все время хотел выступать. Выступать. То есть сахнаға шыққым келетін қатты ше. И ең қызығы 2023-ке дейін почти 2023, 2022, 2023-ке дейін мен сол нәрсені таба алмай жүрдім да. Типа не деп ше. И когда мен түсіндім, что, блин, мен сахнаға шыққым келеді, короче, әнші болмасам да сахнаға шыққым келеді. Болды, мен осы нәрсені қылайын деген кезде, мен даже бұрынғыдай, менде бұрын, например, мен бизнесімде офлайн іс-шаралар өте аз болатын. 22-ден бастап көбейді ғой офлайн іс-шаралар, 23-ден бастап. Офлайн не үшін көбейді? Потому что оның алдында мен түсіндім, блин, я хочу выступать, я хочу собирать аудиторию деп ше, болды. И қазіргі істеп жатқан жұмысымда, инфобизнесте соған байлаған кезде магнитофонмен. Иә, анау реально андай не болды ғой, вот суперсила болды ғой, как будто мен ойлаймын, мысалы, әр адамның бір өзінің суперсиласы бар ше. И мен соны тапқандай болдым. Мысалы, сіздің площадка, например, Инстаграм болатын болса, где вы проявляетесь? Менікі это залы. Сахнаға шығу, разбор жасау, там адамдар зажать ету деген сияқты. И соны ұстаған кезде ғой, бүйтіп 2023-те, наверное, менің ғой ең өмірімдегі ең үлкен скачок болған шығар. И ақша жағынан, и өзімді жағында бақытты сезіну жағынан, адамдармен қарым-қатынас жағынан болсын, и клиенттердің көбейді. То есть менің қазіргі оқытқан адамдарым мен үшін қазір ең лояльный, ең жақсы көретін адамдарым да, потому что сүйікті ісімен келді да олар. А бұрын андай болатын, бұрын мен онлайн курс жасатқан кезде зумға шыққым келмейтін ғой. Үйге сахна емес қой ол ше. Зумға шыққым келмейтін, қашатым ше. Бірақ ақша үшін істейсің да, короче, бәрі. Через не хочу, да? Иә, и это все время вызывало напряжение. Вот. Сізде қалай болды? Детский травма деген тема. Бізде енді үйдің үлкен қызымыз, сөйтеміз да, енді ата-апаның қызы болып еркін өсіп келеміз да, ата-апа қайтыс болған кейін папа маманың қолына түсеміз ғой. Папа үйден шығармайды, шай жібермейді, отырысқа бармайсың, туған күнге бармайсың, вечеринка деген көрмейсің, сөйтіп жүресің да. Әбден соған үйреніп қалғам ғой мен. Үйден, короче, бұрында сөз бар еді ғой, қыздар қазір ойласа айтады, құшақтассаң екі қабат болып қаласың деген ше. Сондай сөз құйып тастаған ғой, ата-анам соны миымызға құйып тастаған ше. Сөйтіп жүреміз, короче, бетінен сүйсең сондай болып қалады деп сөйтіп. Қолына ұстасаң. Иә, сөйтіп ешқайда шықпаймыз, соған үйретіп тастаған, уже 11-ді бітірем, оқуға түсем, оқисың, үйде жатып тұрып оқисың, оқуға келесің, сол әдет, сол қалып қойғанда, ағаның үйінде тұрдым, аға бар қыдыр десе де қорқып тұрамын да, жібермейді шығар деп ше, ойлап. Вдруг біреудің қолы тиіп кетіп қалып қаламын деп па? Жоқ, енді ол кезде ондай жоқ, уже медицинада оқисың ғой. Бірақ анау қорқып тұрасың ше, қазір не айтады екен, не істеймін деп қорқып, анау іште үрей тұрады, кәдімгідей дүрс деп жүрек. Болады ғой бірдеңеден қорқып тұрып, анау болмаса екен деп тұрасың ғой, жүрегім дүрс ет. Былай қазір қараймын ғой, группаластармен мен ешқайда бармаған екенмін. Ну шығамыз группамен, паркке анау жерге барамыз. Құдай сақтасын, қолы тиіп кетпесін деп па? Содан қайтатынбыз. Сөйтем да, бұл менің өмірімдегі балалық шағымдағы травма осы күйеуіммен болады да. Күйеуім мені ешқайда жібермей қоймасын деп, менің оның рұқсатынсыз көшеге шығып кететін болдым да. Рұқсатсыз қыздармен қыдырам, например. Принципа кетесіз ғой примерно. Иә, чтобы мен әкем сияқты ол мені үйге қамап тастамасын деймін да, қорқам да содан. И мен айтам да оған, кет, ол ондай адам емес, бірақ мен соны әкем көрем да енді. Мен жібермей қояды, енді ол мен күйеуім ғой деп ше, мен жібермейді, мен ешқайда үйтпейді, сөйтпейді деп ойлаймын да. Мен на принцип шығып кетем ше, қыздармен қыдырып қайтамын деймін. Тұрмысқа шығам, түнделет специально шақырып алған ғой, подружкам кел деп шақырамыз, сөйтеміз екеуміз бір жерге барып жаяу жүріп қайтамыз, сөйтеміз. Ал ұрыспайды, жақсы қыдырдыңдар ма, жақсы сөйттіңдер ма дейді да. Ал мен әкем бір жаққа жіберу үшін группада класстас балдар келетін. Олар гарантия тұрады ма? Мен бір сағат қалып кетеді. Мен сөйтіп ұрсағат деп сөйтетінмін ғой. Ал соны неге айтпайсың деген
айтсаң да жіберем ғой дейтінмен біз соған көп ұрысып қалатынбыз. Ұрыс керіс содан болатын да біздің. детский травманы. Иә, сол әкемнің менің ешқайда жібермеуінен, ал мен күйеуім оны мен сұранбаймын ғой одан. На принципқа келіп, әкем сияқты жібермей қоймасын деймін да, мен кетемін ғой, на принцип кетіп шығып кетемін, сөйтем. Сонымен бір күні осы өткенге келгеннен кейін түсінемін ғой, барлығын өткенге келгеннен кейін кәдімгідей бәрі шешіледі. Потом кейін барып өзіне айтамын ғой, мен сол кезде осылай сізге не үшін рұқсат сұрамай кетіп қаламын, не үшін істеймін, сол кездегі мендегі өте ауыр травма. Иә. Өйткені ол кезде кішкентайсың, қыдырғың келеді, ал қазір мен қолымда сестренкам тұрады, қай жаққа қалайды, мен сол жаққа жіберемін. Бар, не істегің келеді, істе, көр деймін да, мен сияқты тұрып қалма деймін да. Ал бірақ шүкір, әйтеуір қазір қыдырасың, үлгереді екенсің ғой, бірақ бәрібір қорқыныш болады екен да сол кезде кішкентай. Иә, бір қорқып тұрасың, үрейленіп. Сол қорқыныш менің жұмысыма да влиять еткен ғой. Что істеймін десем, қорқып тұрамын да, не істесем, мені біреу ұрсам екен деп төбеден біреу. Мысалы үшін қазір сес, менттар, ол кезде ауылда мент десе қорқатын еді ғой, солардың бәрін біздің миымызға қиып тастаған ғой. Сол қорқыныш болады екен да. Сол менің жұмысыма да влиять еткен екен да. Әрекетсе қорқасыз. Иә, мен қалай осы қорқыныш. Ол сезіледі, иә. Өйткені анау не болды ғой? Помните, офлайн массакат болып келген кезде андай ғой. Болды ғой бір мен тыңдаңдаршы, мынау дұрыс емес қой, мынаны былай істеу керек деп бір шырылдап отқан адам болды ғой. У которой өзінің шындығы бар, еш қайсысы тыңдамайды оны ше. Осы жан айқалап шырылдап жатыр да, олар дұрыс отқан жоқ, былай істеу керек деп ше. Бірақ әрекетсін десе жібермейді бірдеңе. Тоқтап қоя береді. Вот. И ол да сол жаңағы айтып тұрған травманың салдары ғой, получается. Иә, соның салдарынан мен барлық жұмыстан қорқады екенмін да. Сөйтіп қалай мен ол қорқынышты жеңдім, мен қалай өзіммен күрестім, қалай солай істедім. Қазір міне 1 жыл болыпты ғой. 1 жылда еркін жайнауы вообще кайф. Вот давайте енді негізгі бір 3 факторлардан сіздердің ішкі және сыртқы өзгерістерге өмірлеріңізде әсер еткен. Например, жаңа сіз айттыңыз, иә, біріншісі бұл тәуекел, шешім қабылдау. То есть искать ету. Сіз, например, ешкім гарантия берген жоқ қой, сізге, например, қазір сен бөлек шығып кетсең, жұмысын жүріп кетеді, күшті болады барлығы. Атасын ішінде гарантия берген жоқ қой. На свой риск шықтыңыз. Хорошо. Екіншісі бұл даму. То есть сіз қанша жерден академиялық білім алсаңыз да бәрібір қазіргі современный тренингтарға, курстарға бардыңыз. Даже бізде оқып жатырсыз қазір. Фокус группада оқып жатыр. Еще мені жекеде оқып жатыр. Үшіншісі, еще мына момент болды, ролевой модель деген болды, иә? Жаңағы пример көру. Иә, пример көру. Давайте тағы біреу қоссаңыз болады. Ключевой фактор әсер еткен сіздегі прям ұшып кетуге. Ну то, что вот вера в себя, өзіңе сену, потому что кейде адамдар сенімсіздігі бар, қолынан келмейді деген. Вот вера в себя деген нәрсені қалай оны көбейтуге болады? Мен мысал ретінде, қарапайым адам ретінде мысалға ойланатын болсақ, который тренингқа бармаған, курсқа бармаған, психологияны білмейді, там психотерапияны, коучингті білмейді. Өзіңе сену деген кезде қалай сонда ол? Мен айна қарап, мен мықтымын деп айту керек па, или қарап, сен красавчиксің деп айту керек па, не істеу керек? Өзіңе сенім дегенде, мен соны көп жылдар түсінбедім. Өйткені менде өзіме деген сенімсіздік көп болды. То есть, хоть мына жақта алдың белгі, там узат оқып жатсың, білмеймін, Москваға барып оқып келесің, Кипрға барып оқып келесің, барлық жерде оқып жүрсің да, Стамбулда оқисың. Бәрібір как будто басқа адам мені артық біліп тұратын сияқты да. Мен всегда біреу бірдеңені оқып келіп соны зерттеймін да, соны барып оқимын. Гипнотерапияны оқып келемін, психологияны оқып келемін, пренатальный психологияны оқимын, то есть УЗИді оқимын, мамологияны оқимын, гинекологияны оқимын, сексологияны оқимын, фитнесті оқимын да, бәрін көремін. Как будто әлі де аз білетін сияқтымын. Вашему мужу повезло деп айтайын ба? Сөйтіп ойлаймын да, и мне чего-то все равно не достает. То есть мен өзімді Я, кажется, знаю, что это. Әлі де бірдеңені толық бірдеңені оқуым керек сияқты болып тұрамын да. И даже жанымдағы айтып қойшы, оқи бермеші дейді.
жылына 5-6 оқуға бармасам, как будто бір өмірден қол Иә. қалып бара жатқан сияқтымын. Как будто бәрі дамып кетті, и мен қалып қалған сияқтымын да. Погоня за знаниями ма сондай. Сосын бір нәрсені түсіндім де, что уникальный адам болмайды. Прими себя такой, какая ты есть. И то, что мен Аллахтан уникальный адам болмай ма или идеальный адам болмай ма? Ну, уникальный, Идеальный, прям бәрін білетін адам болмайды ол. Идеальный деңіз. Идеальный адам Иә. болмайды. И мысалы пациентке келген кезде мен барлық оның проблемасын бәрін шешіп жібергім келеді да. Вот, допустим, келді ма, ол мысалы біздің гинекология болсын, оның сүт безімен мысалы гинекологиялық ауру, молочный железный ауру байланысты. Сол үшін оны басқа специалистке жіберіп қинап отқанша өзім мамолог болмаймын. Мамолог. Узистқа жіберіп отқанша өзім узист болмаймын, узистпін. И бәрібір оның психосоматикасы бар ғой, обида на мужа, женские гинекологические заболевания. Оны білемін де, значит психология, значит жаңағы сексология, значит инфитнес, да, әйелдердің органдар опущение жатыр деймін, бәрін оқимын да. И өзімді бір андай универсальный жасағым келеді, но все равно бір погоня сознания. Әлі де мен аз білем, әлі де оқуым керек. И ойлаймын да, Қазақстанда сексология жоқ, инфитнес жоқ. Шетелдерден іздеймін, еще салыстырамын оларды. Бар оқып келемін, оның барлығы Кипрға барып па? былай алып сексологиялық білімді Қазақстанға перекидать ете салуға болмайды. Біздің дінімізге, менталитетімізге қарсы нәрселер бар да. Құр кейде барып оқып келемін, и оны біреуін де мен қолдануыма келмейтін заттар болып қалады да. И блин, ақшам бекер құрттым ғой деймін да. Қалай сонда түсіндіңіз? Сіз вот мен Түсінгенім, сенемін. иә, түсінгенім то, что әрбір пендені жаратқан кезде Алла тағала өзінше бір ерекше қылып жаратады Иә. да. И сол ерекшелігі, оның артықшылығы да, и біз соны түсінбейміз да, өзімізді бір усовершенствовать еткіміз келе береді да, и өзімізге Құдайдың рөлін аламыз. Вот мен мысалы Кедей бай құдай болсам деп па? ана сиқыршы сияқты сразу хочу прям барлық проблемасын шешіп жіберуге, бірақ та мен Құдай емес екенімді кейін түсіндім да. То есть бәрібір де ол адам өзі өзгеріп, өзі жұмыс істеп, нетпесе мен миын оны өзгерте алмаймын, бәрібір психолог болып миына кіріп өзгертіп жібере алмаймын, оның ауруын бәрін емдеп жібере алмаймын. И қалай бар солай айтамын. И пациенттер келген кезде мысалы ойбай Жанна ханым деп келеді да, мен айтамын, я тебе в этом случае не могу помочь деп открыто айтамын кейде. Иә. Вот ең кайф шаруа сол по идее. Просто айтамын, у тебя есть такой выбор, саған мынаны ұсына аламын, жасап көр. Даже операцияға кетіп бара жатады опущениемен. Сіз маған гарантия бересіз ба, что мен сіздің инфитнеспен айналысам, сіз мен операцияға бармайтын, мен гарантия бере алмаймын мен. Сен көресің жасап, жарты жылдан кейін келесің маған, и мы с тобой решим, будем делать операцию или нет. И мен сол кезде айтамын, а бұрын мен андай не уәде бере алмаймын да. Уәде беру үшін, я думала, какая-то бір методика бар, и прям соны іздейтінмін ше. Ондай нәрсенің жоқ екенін түсіндім. И мынандай нәрсені түсіндім да, ешкім ешкімге ештеңеге обязан емес. И өмірде, то есть мен де ешкімге ештеңеге обязан емес. И только қолымнан келетіні маған Аллахтың берген нәрсесін транслировать ету. То есть беру ғана. Менің уникальностім сол. И өмірде жаман жақсы адам деген жоқ. Бәрі менің ұстаздар, менің өсуім үшін қызмет етіп жатқан адамдар. И все. Иә. Мен де өзіңе сену нәрсені мен былай қабылдаймын да. Өзіңе сену равно Құдайға сенім арту деп ше. Вот, иә, например, мен қалай өзіме сенбеймін, мені Құдай ғой жаратқан. Иә. Құдай кішкене андай қателік жібере салмайтын шығар. Или кішкене тупняк істемейтін шығар. Құдай жаратса, ол біліп жаратты, и скорее всего мені жаратты қателіксіз, браксыз, там, не знаю, там, осечкасыз, как бы, как нужно, так и он сделал. Но я лучше образом. Да. И как я могу сомневаться в нем? Деген сұрақ қойдың көрдіңіз ба? Мен өзіме сенбеймін деген кезде мен шок болады, сен сонда Құдайға сеніп атамай тұрсың ба деп ше. И бір қызығы бір андай амалдар істейтін кезде, например, там, не знаю, вот запуск істеу керек, там, или буткемп істейтін кезде, біз андай типа, мен өзіме сенімсізбен қорқамын дейміз ғой. Мен вообще түсінбеймін, қалай ойлауға болады? Сен өзіңе сенбей тұрмын деген сөз равно Құдайға сенім арта алмай тұрмын. То есть мен қазір істейін десем, я не доверяю Богу, а вдруг он как бы не сможет мне помочь. А вдруг он вообще мені короче, көрмей қалады, ұмытып кетеді. Вообще мені көрмей қалады деп ше. А сенім арту деген қалай мен істеймін, мен себебін бар жасаймын, қалай істеу керек барлығын от души істеймін. Нәтиже қалай болады, солай болады, без разницы. То есть мен қалаған нәтиже, например, бір запустан 100 минут теңге қалайын ба, 100 минут теңге болса, болды, шикарно. Болмаса, тоже шикарно. Не үшін? Потому что, қайырлысы, скорее всего, Құдай мен қалағаннан жақсақ нәрсе маған бергісі келіп тұр. Бірақ бір нәрсе бар да, біз қайырлысын сұраймыз ғой постоянно адамдардан, Құдайдан.
маған қайырлы жар бер, там не знаю, қайырлы дүние бер, Оған қайырлы проблема білім жоқ. бер дейміз ғой, иә. Бірақ қайырлы деген бізге пайдалы нәрсе ғой. ол. иә Қашан көрдік біз пайдалы нәрсенің бізге жағымды болған. Ну, реально пайдалы тамақ, она не всегда вкусная. Спорт зал жағымды емес. Кітап оқу пайдалы жағымды емес қой особо қатты. Неғып сені жақпайды да. И біз сондай қайырлысын сұраймыз да. бірақ Иә, ана сосын қайырлысы Соны жағымды арасы- болып келіп қалса, сосын қалдыймай қаламыз ше. Хотя сол нәрседе көп бір сабақ бар да. Вот, и мен сол өзіме сену дегенді мен Құдайға сенім арту деп қабылдаймын. Құдай мені жаратты, значит, он правильно все сделал. Без ошибки. И ең қызық, даже мен осы күнге дейін жүрген қателіктерім, опыттарым барлығы, ну так и должно было быть. Солай болу керек болды. Мен соның сабағын алуым керек па? Алым. Алмасам, скорее всего, ол опыт тағы болады. Сол үшін ойлануым керек. И ойланып барып әрекет жасауым керек болды деп. Давайте, Жаке, сіздің енді өміріңіздегі ключевой өзгеріске әрекет әсер еткен топ 3-4 главный принциптар или факторлар. Біз анау жаңағындай үлкен жұлдыздардың өміріндегі өзгерістерге үйреніп қойғанбыз ғой, типа үйттім сөйттім дегенше. А вот біз сияқты қарапайым адамдардың өмірінде қандай нәрселер әрекет етеді? Жеке өзіме әсер еткен ең бірінші мен не қалап тұрмын, мен не сезініп тұрмын, я что я хочу. Енді мен өзімнің қалауымды түсіну. Я осы уақытқа дейін мысалы там бір бағана айтқанда бір звезда болады да, бірақ мен соған ұқсауға тырысатын едім да. Немесе сол не жеп жатыр, мен де соны жегім келетін еді дегендей ғой. Бірақ по идее мен ішінен оны қаламаймын да, я хочу просто побыть собой деген. Типа өз-өзіммен қалғым келеді. Ең бірінші маған әсер еткен осы өз-өзіммен қалып, мен не қалап тұрмын өмірде. Енді бұл философический сұрақ, бірақ адам сондай бір деңгейге дейін жете алса, вообще супер деген ойдамын. Екіншісі даму орта. Себебі қазір білім алмасаң, жаңағындай дамымасаң, ортада болмасаң, бір как будто андай енді бір жағынан бір нәрсе бір болотада қалып қойғандай бір сондай бір әсер беруі мүмкін, бірақ маған осы даму мен білім орта кәдімгідей әсер етті. Өйткені алдағы жүруіңе мен қалауымды білдім, енді соны ары қарай өмірге практиковать ету үшін енді маған сол білім керек, соған әсер ететін орта керек. И үшіншісі, стрелканы адамдарға бұрмай, өзімнен жауапкершілік алып, барлық нәрсені өзімнен тауып, и сол жауапкершілікті алу мәселесі маған. То есть мендегі болып жатқан ситуация қандай болса да, оған өзге ешкім кінәлі емес. Оған ешкім кінәлі емес. Стрелканы бұрмаймын да адамға. Осы, одан кейін даже ол факторлар өте көп та, бірақ осы өміріме қазір де әсер етіп жатқан андай бар ғой, хочу, могу, не практикую деп ше. Бірақ қазір осы үшеуін хотел и я могу, бірақ осыны бірмен, екімен, жаймен практиковать етіп жатырмын да. И ол практиканың өзі де қазір көптеген андай көрсеткіштерге әкеліп жатыр. А вот орта деп айттың жаңа, ортаның әсері қалай? Ортаның әсері даже вот маған бар ғой, даже кейде ше, маған әсер етеді сол ше. Вроде бы, ну, это же как бы андай ғой енді. Көбісі ота деген кезде, типа, ота деген кезде менің шәкірттерім бар, мен бармын, мен шәкірттеріммен емес, басқа мен сияқтылардың арасында төлейді да. Сөйтіп, хотя мен шәкірттерім ішінде білемін, то есть вот Жанна ханым өзі бір бөлек кәдімгі тау ғой, кәдімгі ше. Тау, үлкен тау. Жанна ханым бір бөлек, сіз бөлек деген сияқты. И чатта келіп отырамын ғой, шектерді көрем кейдеші. Өзім алақаным қышиды ғой кәдімгі, бірдеңе істейін кеп, сатқым кеп, потому что отырасында бақ, 1 миллион, 2 миллион, там біреулер 500 мың, 400 мың. И маған, например, мен шәкірттермен прям тесно күнде араласпасам да, просто чаттағы кеватқан чектерді көру арқылы, ну, это меня вдохновляет. Мен ойлаймын, мен что-то андай көйбақтақ болған сияқтымын деп ше. Негізі мен жұмыс графигім бір айда 6 күн ғой, 6-7 күн максимум. Басқа үш апта болған кезде анан қарайсың да, что-то мен жалқауланып кеттім ба деп, бірдеңе істеуім керек еді деп ше. Мынау подкастта содан шыққан ғой. Ол орта деген мен жаңа айтқандай мен былай түсінемін да. Например, мен уже қалауымды білдім да. Я что я хочу, мен қайда барамын, куда иду дегендей ше. Енді, например, орта дегенде, мысалы мен жаңағындай черныймен жүретіндер бар, белыймен жүретіндер бар, в общем, неше түрлісі бар. Енді бірақ ол орта мен қалауыма единомышленник дейді ғой. Ондай емес та. Мен қалауымды білдім, сол қалауыма әсер етіп жүрген қандай орталар бар. И сол ортаға кірген кезде андай жалғыздың үні шықпас дейді ғой. Бірге жүрген кезде даму андай вдвойне x3, x5, x10 болады да. Мысалы кешеде спринт болып жатыр да. Спринт болған кезде андай бір әрекет ақша тапқың келеді,
бірақ тұрған кезде спринтқа дейін ақша тапқым келеді кейін табамын ғой дегендейші. асықпайсың. Иә, өзі құдай өзі қайырлы қоясың ғой. Бірақ мойындамайсың да, анайша ақша қазір керек емес екенші. Сосын спринт болған кезде уже ақырында уже әрекетті бастайсың да. Жоқ, мына Потому что басқалар қозғалып жатыр ғой. Иә, басқалар қозғалып жатыр. И ортаны мен солай түсінемін да. Например, сен депрессияға кірген кезде, немесе бір стресске кірген кезде барып сөйлесе аласың дегендейші. Сен не істеп жатрсың, анау не істеп жатыр дегендей. Жалпы вообще андай единомышленник, бір оймен жүретіндер. Точкадан точка болған. Спринт деген түсінбей қалуы мүмкін адамдар. Спринт деген біздің фокус группаның іші, годовой программаның ішіндегі бір кішігірім мини-курс мынау кәдімгідей ше. Чисто по продажам, заработқа арналған мини-курс. Қазір офлайн болады, қазір онлайн форматта болып отыр. Недавно басталған. Уже адамдар жақын жерге шығып отыр, Аллаға шүкір. Вот. Менде ключевой фактор осы. Круто, хорошо. Ал енді үшеулеріңізде бұл подкастқа бекерге отқан жақсылар, мен сіздерді шақырдым, себебі шынымен өмірлерінде бір жақсы өзгеріс болды, және оған мен сәл титтей болса да әсер ете алдым ғой деп қонақ шақырып отырмын. Вот. Біздің команда, біздің жасаған өнімдер, біздің берген поддержка, ол қалай әсер етті? Сол туралы кішігірім важный момент айтып жіберсеңіздер болды. Негізі үшеуде фокус группаның қатысушысы, және Жанна ханым жекеде оқиды. Сол туралы кішігірім на какие результаты и что изменилось? Бәрі өзгерді ғой. И жұмыс. Үй деген кезде это что значит? Семья. Отношения с мужем. Барлығы, енешка, бәрі. Бағанағы күйеуіңізбен конфликт, енешкамен конфликт қазір жоқ. Қазір өз Инстаграм көреді ғой. Алдында ғана кеше мама ауырып қалды, сол кезде мамаға баратын кезде енешкам поддержка берді. Бар, сен қара, сен қолынан келеді, сен істейсің деп. Сөйтіп ауылға барсам, ауылда да жұмыс тауып тұр. Бізді алыңызшы. Сөйтіп алдым да, сол бар тапқан табысыма барып енеме алтын дейді, трос тағып қайтын. Бәрі жылап, сен енең айтады да, бұрын енем звондағанын көргім келмейтін ғой, сөйлескім келмейтін. Ал мен қазір қуанып бірінші енеме алып, бірдеңе алып, енеме алғым келіп тұрады, бір жерім қышып, енеме алғым келіп тұрады, сол сияқты ғой. Қалай өзгересің, айналаң солай өзгереді. Мен просто бұрын енемді өзгерткім келеткен, күйеуімді өзгерткім келеткен, подружкаларымды өзгерткім келеткен да, сөйтсем олардың бәрі мен құдай емес екенмін ғой, оларды өзгертіп, бүйтіп отырып өзгерте алмайды екенмін да. Мен сонша қиын 5-6 адамды өзгерткім келіп жүр. Мен просто өзімді өзгертсем, 5-еу қалай өзгеріп кететінін білмейді екенмін да. Қалай өзгердім сіздермен? Мен орта деген сөзге өте қатты қуанамшы. Орта адамға кәдімгідей влиять етеді. Мен қалай ортаға келем, солай жұмысым алға басады. Мен Жанна ханымды енді танып отырмын ғой. Қазір айтып отқан нәрселердің бәріне инсайт алып отырмын ше. Каждый сөзінен инсайт алып отырмын. Ой, Жанна ханымдан кәдімгі ходячий инсайт жүрген ше. Қатты қуанып отырмын ше. Әр әңгімесінен ойлана отырмын ғой. Енді иншаллах өзіме не тұтып тұрмын, где-то бір 10 жылда мен осы кісі сияқты істеп отырады сияқтымын деп отырмын да. Енді мен де өзім бір төбе, бұл кісі бір төбе, бірақ кәдімгідей инсайт алып отырмын. Әрбір сөзінен, әрбір ісінен ше. Сіз ең бірінші сіздің поддержкаңыз деймін ғой. Бұл кісі мен бүкіл зал сатып алмаса да сен сатып алшы деп айтты ғой. Маған сол кезде кәдімгідей бір зал полный тұрып алған осы кісіге ше. Жоқ, сіз алу керексіз фокус деп, басқасын сіз алыңыз деп ше. Иә, сөйтіп сразу алдым. Шүкір, алғаным өте қатты қуаныштымын. Қазір звондайды ғой фокустан, Бақтыбай мырзаның сторисынан көріп келдік дейді. Сізбен сөйлесекші деп жатыр, қалай деп сөйтеді. Көріп тұрсыздар ғой, қалай екен, былай көріп тұрсыздар Инстаграмнан. Сіздерге барлығы беріліп қойған, просто мүмкіндікті істеңіз деймін да. Мен просто Бақтыбай мырза бүйтіп былай айтады ғой, рилс сал деші. Мен просто салмай жүрген ғой. Салмай жүрген. Бір салдым, 187 мың просмотр болды біреу. Солай өсіп кетіп жатыр да. Просто біз істемейміз да, істе деген ортаның нәрсесін істемейміз. Сол үшін айтам ғой, кәдімгідей сіздердің көмектеріңіз өте қатты маған өткенін білемін. Табысыңыз қанша еді бізге дейін? 500 мың, 400 мың, Қазір қанша? 7-8 миллион ғой. 7-8 миллион айына.
бұл тек қана неден ба, массаждан ба? Кстати, бұл кісі еще өзінің массажын салон ашқан болатын. иә О, мощно. иә Берекелі болсын. Сол салоннан ба или инфобизнес бар ма еще? инфобизнес қой, курс. Курсы. Иә, мен қазір курсты сатпаймын, өздері келеді. Сарафан радио. Иә, сарафан круто. аудитория. Өздері келеді. Еще қызығы, менен массаж алатын мамашалар келеді. Сізден үйренейікші. Өйткені мен массажды 3000 теңгеге, 5000 теңгеге, сыма баланы 5000 теңгеге емдегем ғой. Бақытбай мырза, сен жындысың ба деді маған. Қазір массаж 100 000 теңге ғой менде. Чек 5 болған, қазір 100 000. Кайф. Круто. Рахмет. Жайна ханым, бұл кісі недавно ғана келді. Жайна ханым бізбен уже 1 жыл болды, иә? 1 жыл болды, Аллаға шүкір. Кәдімгі уже бір отбасыдай болып қалдық. Жайна ханым, сіз қанша уақыт болды келгеніңізге? біз декабрьде келдік. Декабрьде 3 болды. ай болды ғой. 3 ай болды. 3 ай болды, бірақ уже 1 жыл болған сияқты ше. 1 жыл болған сияқты. Прям постоянно көрсеміз, еще жеке жолығамыз, еще сабақтар жібермейді. Какие у вас вообще сізге негізі көп мен таңғалғаным ше, көп андай белгілі бір деңгейде сіз бізге келген кезде де андай табысыңыз аз емес еді ғой негізі. Айына қаншта жүрдіңіз ол кезде? бір 6-7 6-7 10 миллионға жетпейді. Иә, 6-7-8 сөйтіп тауып жүрген адам. Ондай адамдар бар да нарықта көп. Бірақ сен ана ондайды көрген кезде көп тұрасың, мына жерін кетсе өшіп жібереді деп ше. Кешке сен келмейді ғой. Жібермейді корона ше. Вот сізді как так случилось, что корона она исчезла? Или вообще ее не было? Енді мен танитын адамдар айтады, өзі қарапайымсыз деп. Может быть, вот это была фишка, не знаю. И білмеймін, корона, ол ақша деген енді жақсы ғой, но ақша адамгершілікті өлшемейді ғой. Болмаса не Сосын, жасайсың? бір продюсерім айтты, осындай кісі бар, прям күшті деп, мен сізді көрмегенмін де, танымағанмын да ғой. Осындай нәрсе өткізіп жатыр деп барайық деді. Буткемпқа егер де? Иә, сосын хорошо, давай барайық. Сөйтіп, ол кезде 4 күн ғой, 4 күн қатыстық. И басында кәдімгі анандай тренингтерге қатысып жүргесін білесің да, бір колбасить етіп жатыр да, түсінбеймін да, кетіп қалғым келеді. Сосын айтамын да, ақырына дейін сол командамызбен келеміз деп шешім қабылдадық. Үшеуміз келіп алғанбыз ғой еще. Үшеуміз де жүрміз, еще ана біздің Ақмаралмен кім жаңалай шығып алып бізге қарсы сөйлеп жатыр ғой. Мен де жүгіріп барғым келеді, ана жоқ тұра тұр деймін да. Сөйтіп соңында уже түсіндік та, и қазір наоборот біз бірімізді ашық сөйлесеміз. И мысалы жаңа 7-8 миллионнан, и менде андай установка болған ғой, мен жұмыс істесем ақша келеді, мен жұмыс істемесем вдруг бір күн жұмысқа шықпай қалсам бітті ғой мен деп, андай паника да, блин, бүгін мен по-любому бір 300-400 мың ақша табуым керек еді ғой, мен жұмысқа шықпай қалдым, пациенттерім келмеді бүгін, мен пациенттер звондап жатыр, келем, мысалы болады бір жағдай. Даже туған туысқандарын бір неге шақырады ғой, той томалаққа, соған баруға менде уақыт жоқ қой, мен ана жерде жұмыста отыру керек мазаннан кешке дейін. То есть мен бар болсам бизнес бар, мен жоқ болсам бизнес жоқ. Даже бір жерге кетсем, мысалы ойлайтын, блин, мен құры демалып алады. Өзіме былайша айтқанда демалуға, расслабиться етуге мүмкіндік бермейді екен да, мен таңертең тұрамын да, даже кейде 1-2 сағат кеш тұрып қалсам айтамын, блин, не үшін мен сонша сағат ұйықтадым? Я же могла то это сделать деп өзімді кінәлап кәдімгідей жеп қоятын да. И қазір вот сіздің сабағыңыздан кейін мынандай инсайт келді да, ё, оказывается, можно на расслабоне деньги зарабатывать. И өзіме түсінгенім еще мынандай нәрсе болды. Адам андай бір кәсібіне беріліп кетеді ғой, и өзінің өмірін ұмытып кетеді да. Сондай нәрсені өзімнен көрдім да. То есть я про себя вообще забыла. Сосын тек кәсіп и андай жауапкершіліктерді алып алғам да, мысалы, егер мен жұмыс істемесем, мен жанымдағылардың айлығы жоқ болып қалады. Мен жұмыс істемесем, олар айдың соңына келген кезде олардың кредиттері бар, жауапкершіліктері бар ғой. Ертең олар ақша табу керек қой. И даже мен андай вебинарға бірге шыққан кезде, андай блин, ақша көп тапса екен деп емес, блин, аналар қазір жаман дискомфортты болып қалмас екен, аналарға ақша түсу керек қой. Айдың соңында олардың айлықтары бір кішкене жақсырақ шықса екен деймін да. И зарплатаны беріп жатқан, мен көбірек шықса екен деп сөйтіп тұрамын да. И андай мен шықпасам, олардың айлығы жоқ па, бір жауапкершіліктерді алып алғам ғой, не в тему ше. Хотя ырыс несібені беретін мен емес, или олар маған емес, Аллах тағаланың беретін нәрсесі екен да. И когда я расслабилась, то есть не болса сол болсын, жаңағы бір жүйеге қоясың, андай болады ғой, рутинамен емес, управление дейді ғой. Сол нәрсеге көшкен кезде ақшаны еселенетінін түсіндім да, өйткені басында действительно азаннан кешке жұмыстасың, үйге барасың, ұйықтайсың, қайтадан жұмыс, бір рутинаның ішінде жүрдім да, белка в колесе сияқты шыға алмайсың. И когда я остановилась, посмотрела басқа жақтан, то есть қай жақтан ақша келуге болатынын бүйтіп қарап отырасың да,
и қазір команда жұмыс істеп жатыр, команда үлкейіп жатыр, құдайға шүкір да. То есть бірге өсіп жатырмыз да. Мен ғана өсіп жатқан жоқпын, команда мүшелері де өсіп жатыр. И то есть андай болады да, бір соперничество жоқ, бір потихонечку и адамдарға беріп жатқан нәрсеміздің пайдалы екенін түсінеміз. Адамдардың өздері ақ уже бұрын алған курстар, бір курс алған адам бізде қайталанып келеді, алғысы и ана жерде бір даже адамдар күшті отзыв жазады, біз бәріміз құшақтасып жылаймыз ше, прям эмоциямен жазылады да ана нәрселер. И прям өзіміз оқимыз да, бір-бірімізден оқып жылаймыз. И бір жұмысынан рахат алуды үйрендім. Просто андай бір напряжениемен жұмыс істеу емес. Сосын жұмыста чем больше ты расслабляешься, чем больше андай миыңмен жұмыс істейсің да, андай бүйтіп физически емес. Сол кезде работа тең равно деньги емес, сен дұрыс қабылдаған шешімдерің равно ақша екенін түсіндім да. И сол маған үлкен инсайт болды. Круто, кайф. Сол үшін И рахмет сізге. в итоге за февраль вот соңғы айда қанша болды? Бізде табыс 21 миллион болды, соның таза пайдасы 16 миллион. Круто, вообще кайф. Я рад. И мына жерде жаңа сіз айтып жатсыз ғой. Мен өмірім тек қана жұмыс болып кетті деп ше. Мынандай сөз бар ғой, постоянно айтамыз, көп адамдар проект деп тек қана проектпен айналысады да. Ең басты проект ұмытып қалады. То есть бизнес проект алады да, сонымен ұра береді. Но басты проект бар ғой, өмір деген. Өмір деген. Иә, соны ұмытып қаламыз да. А когда өмірмен айналысып бастаған кезде целом нәтиже өзгереді. Постоянно айтамыз ғой, біз жизнь меняется только комплексно. Болды. Даже туысқандарым айтады, что-то поменялось. Открытая более стала. Мен бұрын амандасатынмын да. андай емес едің ғой деп. Жағдайында сұрамайтынмын ғой сол ше. Өзімнің жағдайым мәз емес қой өйткені. Шаршап жүресің, қалайсың деп өтіп кетесің. А қазір звондаймын, сөйлесемін туған туысқандарыммен. Даже мамам айтады, о, прям ты это расцвела деген сияқты да. Сол сияқты, то есть начала себя ценить и просто жить жизнью. Круто, кайф. Мен де осы жайлы айтып өтсем деген ғой. Жаңа айтып отырсыз ғой сіз, жұмыс істемесең өмір жоқ сияқты деп ше, анау жұмыс істеу керек. Жұмыс істеп жүрмін да, сөйтіп бір моменттер болды, кетіп қалдым ауылға барып. Сонда да звондап курсыңызды алайықшы деп тұр да. Мен бұрын жаңа Жанна ханым сияқты ойлаймын ғой, жұмыс істемесем ақша келмейді деуші. Мен жұмыста болмасам ақша келмейді деуші. Қазір мен қасымда қыз бар, жұмыс істейтін еді. Екі қыз бар, біреу қасында, екіншісі өз кабинетін ашып жатыр, екі массажный кабинетін ашып жатыр да. Сол сияқты сіз айтушы едіңіз ғой, сіздің сөзіңіз маған қатты өткен да. Мен жұмыс істемей қалай ақша тапсам болады екен деп бұрын ойлаушы едім дейтініз. Сол маған да өзім қатты ойлайтын едім ғой. Иә, мен жұмыс істемей қалай ақша тапсам болады екен. Қалай ол мен жоқ болсам да ақша түсіп тұрады екен деп ше. Сол өмірімнен өтті, мен қатты қуанамын. Қазір андай жеңіл, әрі оңай, семьяға уақыт бөлесің, жұмысыңа барасың, курс солай ғана жүріп ақша табасың. Кайф. Бірақ ана жерде сен түсіну керек та, адамдар дұрыс түсінбей қалмасын. Жұмыс жасамай деген кезде типа андай жатып ақша емес ше. Жұмыс жасау керек, бірақ комплексно. То есть біз адамдар не істейміз, біз тек қана бизнесқа ұрамыз да былайша. И тек қана бизнесқа ұрғанның салдарынан, тек қана бизнесқа жұмыс істеген салдарынан өмірінің басқа салалары быт болады. Сосын ол быт болған салалар энергияңды алады. Энергияңды алғаннан кейін бизнес нормально істей алмайсың. Энергиясы жоқ адам ол нормальный шешім қабылдай алмайды. Дұрыс шешім қабылданбағаннан кейін барып, бағана айтқандай, если нету правильных решений, не будет хороших результатов. Қарыз пайда болады, анау болады, мынау болады деген сияқты. Сол үшін өмірмен тек қана комплексно айналысу керек. Біз фокус группада мысалға өздеріңіз байқасаңыздар, бізде фокус группада андай тек қана как бы основной беретін нәрсе инфобизнес болғанмен біз комплексно обучаем и отношения, и там проработки родителей, и сезімдер, и личный бренд, и там инструменты, там все комплексно, даже ораторские искусстволар арасында, вот все комплексно. Потому что маған лично өмірімді өзгерте әсер еткен нәрсе бұл осы ұстанымда. Жизнь меняется комплексно. Ал Жаке? 90 сөзін толықтай түйіндей ма? Былай айтсам, мысалы қарызға дейін дейікші. Осы кризис кезінде проявление темасы вообще жоқ еді. Постоянно қашып жүресің, кімнен қашып жүргенін білмейсің, артына бір ит қуалап жүрген дейші. Постоянно тревога. Сосын буткемп бердім, қайта-қайташы. Қатты өтті деймін ше. Қанша буткемп болды, мен біреуіне қатысым да, қалғандарына барғым келмейді ше. Тек кейс болып кересің бар.
фокусқа келген кезде уже ана проявление темасы қабілетімнің реально менде қабілет мощный екенін типа қабылдадым. Менде профессионал осындай дегендей. Сосын осы қарызға кейін андай көп эксперттермен жұмыс жасадым да, осындай инфобизнестегі эксперттермен жұмыс жасаған кезде менде ақшалай рост болған жоқ та. Осы фокусқа келген кезде уже бірден андай квантовый скачок дейді ғой, жаңағыдай бірден тауып, и соны тапқаннан кейін уже сезіндім да, ақшаның вкусы осы екен ғой деп. Бірақ қарызға дейін мен ол ақшаның вкусын сезініп жүрдім ғой, бірақ қарызда жүрген кезде болды, сен өміріңдегі андай не сезінген дүниелердің бәрі андай бәрі жоқ болып кетеді да. Өйткені өзіңнен қашасың, бәрі андай невкусно деген ғой, андай тәтті жоқ өміріңде. Осы фокуста полный проявление темасы, одан кейін ақшаны уже росты сезінгеннен кейін уже баста нелер қалды да, привычкалар қалды, қалай ақша табуға болады. Рилс саласың, ключевой әрекеттер істейсің, таргет жібересің, пробивать етесің, ключевой мамандарды аласың дегендей. Сөйтіп бірмен екімен қазір ақша тауып отырмын да. Жалпы енді бір сөзбен айтатын болсақ, бір удармен құлатып, андай ақша табатын емес, на расслабоне ақша табудың андай несін алдым да осы фокусқа келіп ше. Себебі осы уақыттан кейін андай эксперттерге барасың, андай рост жоқ та, тек қана басқа жағын қазбалай береміз. Осы неге келген кезде, фокусқа келген кезде уже ақшаның вкусын сездім. Енді соны ары қарай уже қазір добить етіп отырмын, дальше больше дегендей. Енді больше дегенде бір удармен құлатып 100 миллион емес, ақырындап X2, X3 дегендей. Буткемп өте керемет болды. Себебі буткемптен кейін әйеліммен ара қатынас жақсы болды. Одан кейін фокусқа келген кезде қазір әйелімді де қостым. Әйелде фокуста? Фокуста әйелім постоянно өзім бармасам да буткемпқа оны жіберіп отырамын. Жаңа әйелің мен сіз келген кезде түр есіңізде ма? Қандай болған әйелің? Алғаш келген кезде? Мен есімде. Маған дейін келді ау, қария. Сізге дейін келді ма? Иә. Солай болды ма? 12 уже нормально болған. Фокус 12, иә? Бәсе, вообще андай бір өмір, короче, кетіп қалған сияқты мына кісіден ше? Бұндай болды бір, не живая, не мертвая. Осы недавно көріп қалдым да, кәдімгідей жайна маған ұрып жүр, ё-моё. Қазір маған ақыл айтады. Мен қатты риза болған бұл Жәнібекке ше. Это же реальная забота. То есть әйеліне деген реальная забота, это үйде отыр, бала қара емес. Блин, сен әйелсің ғой, сен давай бірге дамиық, жүр, бірге оқиық. Давай деп ше, фокус қалып келіп, буткемпқа апарып, кәдімгідей. Еще фокусты алып берген әйеліне өзін алып берді, не? Өзі алып беріп ше. И мен ойладым, қазіргі заманның заботасы только так деп ше. Осындай кішігірім андай өзгерістер, даже кішігірім емес, колоссальный ғой. Алла разы болсын. Сеніңізге сәттілік, берекет. Бізден алғыс пен дұға ғой. Рахмет. Бір нәрсе айта кетейінші, на расслабоне деген нәрсе бар ғой. Андай Аллахқа сенбей кетеміз ғой, мен тапсам вот ақша келеді дейді ше. Буткемпке келгеннен кейін 2 мемлекетке мен тегін барып келдім ғой. Мен ақылыма сыймайды зат қой. Тегін просто так 2 мемлекетке барып келуді. Біреу Пакистан, біреу Мальдивы да. Мысалы. Мальдивқа тегін барып келу деген қалай болды? Сол мысалы, просто біреуі именно осы фокустағы біздің орта әсер етті. Бақытбай мырза айтады, жаңа тамақтанған кезде бір-бірлеріне общайтесь деп. Ешкім общаться етпейді, әңгіме айтып кетеді. Короче, мен адамды, ну-ка басынан бастап. И тура анау столдың басында Манас мырза отырады. Пакистанның жаңа елшілігінде жұмыс істейтін. Сол айтады, жаңа медицинский выставка болады, Пакистан бәрін төлеп береді. Тойы болса жіберемін дейді. Короче, барып келемін де 16 адамнан делегация болады, тегін вообще ақша құртпаймын. Бір мемлекетте көріп келемін. Екінші, жаңағы біз дәрілерін кезінде продвигать етуге көмектескен, үлкен раскрутка алып, енді бізге бірінші сендер бізге поверили деп жаңағы компания келіп, знак благодарности ба? Бізге обещать еткен жоқ, ештеңе істеген жоқ та, просто келді да. Вот біз бастап атқан кезде сіздер көмектестіңіздер ғой деп бізге жаңағы жаңа жылға деп Мальдиваға не сыйлап кетеді да, путевка. Айтамын да, чудо да, мысалы, просто мы поверили в Бога, расслабились, и Аллахтың өзі берді да. Қазір мен бір инсайт алдым да, осы қазір бір сағатта қанша сағат болды екен. Магия дегеннен шықты ғой бағана әңгіменің бәрі. Магия деген не? Магия дегеннің альтернативасы ол берекет. Берекет қай кезде болады? Әрекет жасағанда. Әрекетті жасайсың қандай кезде, Құдайға тапсырған кезде, сол кезде чудо болады екен да. Иә, бізде бірақ не болды, Құдайға тапсыру деген как будто, короче, мен чуть-чуть істедім. Болды, короче. Максимальный әрекет істейсің да. Максимальный әрекет жасау керек. Құдайға сенім арту. Қандай нәтиже болса да, я буду рад. Рахмет сіздерге.
сіздерге рахмет Қуанып білейін отырмын. вообще мен өзім кәдімгі біраз инсайт алып қалдым ше. Алла разы болсын. Сіздерге. Бұл подкасттың аты не үшін жауқазын деген болады деген түсінген болатын шығарсыздар иә. Бұл жалпы тасы жарған өмірлерінде белгілі бір қиындықтар напряжение болса да соған қарамай күл жарып шыққандар туралы. Еще мен бір жаңа айтамын, бұл подкасттың қонақтарының 90% бұлар менің жауқазындарым деп. Сондықтан келгендеріңізге рахмет, Алла разы болсын, көргеніме қуаныштымын. Халыққа шынымен пайдалы болатын бір дүние болды деп ойлаймын. Ал сіздер барынша қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп отырыңыздар. Құтты болсын алғашқы подкаст. Жанна ханым, красавчик, молодец, Жайна ханым, молодец. Кайф. Маған қатты ұнады, прям. Сен қарылар алдың ба? Все. Құй, біреуге құй деп па